Сәлем әлем, ал бүгінгі керемет күнімізге қош келдік. Өзім сағынған, сіздер аңсаған көпшіліктің сұрауы бойынша 9 ай толғатып туылған әдемі сабақтың бүгінгі тұсаукесері, бүгінгі алғашқы қош келдісін сіздермен бірге бастағалы тұрмын. Тегін сабаққа, тегін вебинарға қош келдіңіздер. Дәптерлеріңізді дайындап, қаламсаптарыңызды дайындап, өзін-өзі тану, өзін-өзі өсіру сабағына менімен бірге let's go. Ал енді Барселонадан, баршылықтың энергиясынан, берекенің энергиясынан, батыстың бақытты энергиясы сіздерге жосты болсын деп, алғаш рет Европаның төрінде, Барселонаның көгінде сіздермен бірге керемет сабағымды бастағалы отырмын. Шабыттанып, қанаттанып, қаншама қарагөз қыздарымның хаттарын оқып, осындай бір дүние ішімнен туылып шықты. Мені өсірген, мені жетістікке жеткізген, мені ұшырған әңгімелер сіздерге де күш қуат беретініне, өмірлеріңізді вау деп тұрып өсіретініне сенімдімін. Себебі маған қолданып, мен өзіме қолданып, өзім жетістікке жеткен, өзім түсінген, өзім өміріме қолданған құралдар, инструменттер, бүкіл әлем қолданып жатқан әлем коучингін қазақша сөйлеткім келіп отыр. Сіздердің жүректеріңізге менің жүрегімнен әдемі бір нұрдың, энергияның, шабыттың бір мықты тамшысын мұхиттай қылдырып көбейткім келіп тұр. Сондықтан ал қош келдіңіздер демекпін. Баршаңызға бүгінгі болатын сабақ өмірлеріңіздің бір мәнін, сәнін келістіретін, үзілген үміттерді жалғайтын, алдағы үлкен ғажап өмірге, көп ақшаларға, шексіз бақытқа, байлыққа жетелейтініне шын көңілден сенімдімін. Ал бисмилля рахман рахим деп қазақ әйелінің пірі Бибі Фатима апамыздың атымен дәл осы сабақты бастағым келіп тұр. Себебі шынымен өте қатты толқып тұрмын. Алдағы болатын 5 күндік менің сабағым осы соңғы жылдары жүрегімде болған толқыныстардан, өмірімде болған әсерлі сәттерден туындалған керемет дүние. Қабыл алыңыздар. Сынап келгендеріңіз болса да, сүйіп келгендеріңіз болса да, менің сүйкімді энергиямнан қуат алыңыздар. Дауыс бәрі жақсы естіліп тұр екен деп сенімдімін. Техникалық барлық жағын көріп алайық, себебі ешқандай кедергісіз бар дүниені айтқым келіп тұр. Зависает деп отыр. Егер менің қыздарым тыңдап отырған болсаңыздар, жаза отырыңыздар, көмекшілерім бәрі дұрыс па, естіліп тұр ма? Ал ондай болса, бүгінгі тегін вебинардың, сабақтың бағдарламасын сіздерге көрсетіп жіберейін. Ең бірінші айтқым келіп тұрғаны бұл плюс таңбасы қойылып тұр. Иә, толқып тұрғаныңыз байқалып тұр дейді. Бүгін өте бір өзім үшін маңызды күн болып тұр. Және бүкіл әлем, кеңістік менімен бірге толқыды. Мүмкін бүгінгі болған мендегі ситуацияны, бүгінгі болған историяны Барселонадағы кейінгі күндер сіздерге айтып беретін болам. Ал енді бүгін сабағымды бастайын. Себебі бүкіл әлем бүгін менімен бірге толқыды. Ештеңе бекер емес деп ойлаймын. Мендегі болып жатқан жағдайлардың барлығы мені өсіруге, сіздерге бір күш беруге арналған деп ойлаймын. Ал бүгінгі тегін сабақта қозғалатын басты тақырыптарды айта кетейін. Дәптерлеріңізді алып, скриндап менімен бірге кәдімгідей өздеріңізбен жұмыс жасауға, жүрегі ашылған, үйренем деген, көп нәрсені алам деген шәкірт секілді толғанып тұрып, ашық көзбен, сын көзбен емес, кәдімгі бір ғашық көзбен қарасаңыздар деп ойлаймын. Ал бүгінгі айтатын негізгі қозғалатын тақырыптар: бірінші, адамның өмірінде қайталана беретін бір сарынды кейде проблемалар болады. Кейде атадан балаға, шешеден қызға,
кейде бір өзіңнің әпкеңнің, туысыңның, анаңның өмірін қайталап жүрген секілді, немесе өзің бір орысша айтқанда как белка в колесе бір шеңбердің ішінде айналып жүрген секілді ситуациялар болады. Бұл не үшін болады және одан қалай құтыламыз деген қазір ақпаратпен бөлісетін боламын. Екінші, кез келген проблеманың түп тамыры қайда жатқанын анықтау. Адам өзінің диагнозын білген кезде емделу жолы да екі есе жеңілдейді. Егер де сен басың ауырып тұр, бірақ ол неден, қан қысымынан ба, жоқ сенің бүйрегіңнен ба, бауырыңнан ба, жоқ ішіңнің миыңдағы бір қандай да бір проблемалар ма, түсінбей тұрған кезде сен дәрігерлерде өзіңде қай жеріңді емдеріңді білмей әбден шатасып, қиындықтың үстіне қиындық туындай береді. Сондықтан негізгі сенің өміріңдегі қазір сенің жүрегіңді қиындап тұрған проблеманың нақты түбі, тамыры қай жерде жатқанын анықтау. Үшінші, бұл енді қазіргі тренд болған, әркімнің екінің бірі жан таласып іздеп жүрген предназначение, миссия. Бұған қалай табамыз, бұны қалай бұған жетеміз? Осы сұраққа жауап бергім келеді сіздерге. Содан кейін сіздермен бірге актуалды өздеріңіздің сұрақ-жауап айдары болады. Комментарийні қосып, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Одан кейін қанша күннен бері сіздерді бір құпия ретінде бір шетін былай көрсетіп, тақырыбын көрсетіп, соншама қызықтырып жүрген Құралайық курсының ашылуы болады. Бұл курстың өзі сіздермен бірге жасалған дүние, тақырыбы да бұрыннан бері сіздерге айтып жүремін. Қазақ әйелдерінің осы мені оқып отырған барлық жер шарының қай бұрышынан болса да тыңдап отырған әйелдердің өмірінің бір құраушысы болғым келеді. Құралы болғым келеді. Қыздар, давайте құралайық деген ұранмен осы құралайық деген 5 күндік керемет сабағымды жазып шықтым. Бүгін соның тұсаукесері дейсіздер ма, жоқ әлде алғашқы бір түсіндірме сабағы болады. Немесе осы сабаққа жағдайы жетпейтін, ақшасы жетпейтін қыздар болса, бүгінгі сабақтан көп деген өзінің сұрақтарына жауап алатынына сенімдімін. Енді келесі сіздерге айтқым келген ақпараттарды тарсылдатып бастай берейін. Сабағымызды ең бірінші анализден бастағым келеді. Кез келген тәнің ауырса, денең ауырса, басың ауырса, дәрігерге барған кезде бірінші сені анализға жібереді. Қаныңды тексереді, МРТ, УЗИ, қазіргі жаңа технологиялармен өзім Барселонаға келген кезде 80 түрлі анализ тапсырдым. Сондай бір чекаптан жанымыздың, санамыздың чекабынан өзімізді өткізуіміз керек. Мені оқитын жас қыздар, бойдақ қыздар өте көп екен, бойдақ жігіттер де бар екен оқып отырған. Сіздер өздеріңіздің кестелеріңізді осындай 3 пункттан талдап тексерсеңіздер, өздеріңізге ыңғайлы болады. Бұны неге мен 3 пункт жасадым? Барлық коучтар, барлық данышпандар қазіргі заманда айтып жатады, өзіңді зертте, өзіңмен алыс деп. Бірақ мен анаңды, әкеңді, өзіңнің бір өте жақын бауырыңды қойған себебім, әрқашан қазақта сөз бар, біреудің түймедейін көреді да, өзіңнің түйедейінді көрмейсің деп. Өзіңе ғана анализ жасаған кезде кейде біз әппақ, әдемі, пушистай, махровый, жаңағы тәп-тәтті болып өзімізге көрінуіміз мүмкін. Себебі адамның бір тәкаппарлығы, эгосы, өзіне өзі бір құрбан, жертва состояниеға түсіп кеткен кезде өзін өзі аяуы, жақсы көруі, бір бет перде, ой перде секілді адамның толық өзін өзі түсіндіруі болмай жатады. Сондықтан мен айналадағы бір 3 адамды зерттеу арқылы, біреудікін біз әрдайым үлкен қылып тұрып көріп тұрамыз. Сондықтан 3 адамды зерттеу арқылы сен өзіңе де ақырындап жаңағындай анализ жасауыңа көмек бересің. Ал күйеуі бар қыздар. Күйеуі бар қыздарға мынандай анализ. Күйеуі бар қыздар әкесі, анасы, бауыры, күйеуі, енесі, атасын жазса болады. Қайнатасы болса, мына жерден мен примерно айналадағы 5 адам деп әрдайым айтып жүрем. Егер де өмірде адам айналадағы өзін қоршаған, өте жақын, ет жақын дейді ғой қазақта, 5 адаммен проблеманы шешіп алса, 5 адаммен жағдайы кайф болса, бітті.
ешқандай проблема да, ешқандай ақша мәселесі, бизнес, предназначение бәрі керемет өте жоғары деңгейде болады екен. Сондықтан осы екі таблицаны сіздерге осы мен сөйлеп отырған кезде менің лекцияммен бірге отырып өздеріңізді зерттеп отырсаңыздар екен деймін. Бұл таблицаларды мен сіздерге неге бердім? Ең бірінші, бізде баланс жоқ. Баланс деген сөзді үлкен қылып алтын әріптермен дәптерлеріңізге жазып қойсаңыздар болады. Негізі осы лекцияда, қазір мен 1 сағат осы сабақты өткен кезде, дәптерлеріңіздің бір соңғы бетін ба, әлде мынандай обложка бетін ба, прям золотая страница деп жазып қойсаңыздар болады. Кейде адам 1 сағат лекциядан бір ауыз сөзді ұғып алады. Сол бір ауыз сөз бүкіл өмірін өзгертеді. Сондай бір алтын сөздерді мен себеп шығып, Алла тағала сізге айтып тұрған сөздерді сондай қызыл пастамен, баяғы бір отличница мектептегі бір жанып отырған студент секілді түртіп жазып қойсаңыз, ол сізге көп көмек береді. Енді қараңыздар, адам өзінің иісін, жамандығын, қандай да бір мінезін білмегендіктен оны жеңе алмай жүреді екен. Адамның өзіне ол білінбейді екен. Біз әрдайым өзімізді оправдывать етіп жүреміз. Бізді балансқа келтіретін дүние өте қиын. Кейде адамды 20 жыл бір сынақпен айналдырып тастайды, 10 жыл бір сұрақпен айналдырып тастайды. Себебі менен келетін хаттардан білем, дайректе 15 жыл болды квартирада жүрмін, баспанам жоқ. 20 жыл болды алқаш жаңағы арақ ішетін күйеуіммен арпалысып жүрмін деп. Міне осындай сәттер ол сенің өзіңнің ішкі бір дүниеңді түсінбей тұрған, өзіңнің қандай бір мінезіңді қабылдамай тұрған, немесе қасыңдағы адамды қабылдамай тұрған сәтің. Жаңағы таблицада тағы да бір таблицаны көрсетіп қояйын. Бойдақ қыздарға мына 3. Осы таблицада қазір баланс деген дүниені жақсылап тұрып түсініп, кәдімгі біз мысалы анализ тапсыруға қанымызды барған кезде бізге гемоглобиннің 120, немесе эритроциттің пәленше дейді ғой. Сол секілді проценттік қатынаспен. Прям градусниктің или шкаласы секілді, мысалы 36 градустан жоғары көтеріп кетсең, температураң көтеріледі, уже жаңағындай ауырасың, дірілдейсің, түрлі нәрсе болады. Сол секілді. Прям 100% деген соотношениемен алыңызда әр таблицаның бағанына өзіңіздің эгоңыздың қандай дәреже екенін түсініңіз. Дүниедегі адамды қинайтын нәрсе ол эгосы. Тәкаппарлықтың өте жоғары 100-ге көтеріліп кеткені, немесе өте төмен түсіп кеткені. Бізде екі-ақ нәрсе осы қинайды. Мен қанша осы 2014 жылдан бері Инстаграмда халықпен, хатпен, қыздармен өте қатты сөйлесіп жүрген кезде түсінгенім, не кейбір адамдарда өте жоғары болып кетеді эго, тәкаппарлықтың осы бір шырқау шегіне шығып кетеміз, немесе жаңағындай өте төмен, ниже плинтуса дейді ғой, сондай бір жертва состояниеға кетіп қаламыз. Бірінші, әкеңізден бастаңыз, жаңағы таблицада секілді. Әкеңіздің эгосы қай жерде? Қанша процент? Анаңыздың эгосы қанша процент? Сіздің көзіңізге айналадағы адамдар өте қатты көрініп тұрады. Әрдайым. Бауырыңыздың эгосы қай жерде? Және өзіңізді жазыңыз. Ең аяқ жағына. Ең бірінші сол кісілерді зерттеген кезде, олардың жаңағындай құрбандық дәрежелері өте төмен түсіп кетті ма, немесе жоғары шығып кетті ма, таразының басы тең ба, қандай дәрежеде өмір сүріп жүр. Айналадағы жаңағы қайнатаңыз, енеңіз, білмеймін, мүмкін басқа адамдарды жазсаңыз болады. Мен енді мысал ретінде ғана осы жерге қойып отырмын. Себебі бізде әрдайым проблеманың бәрі арақатынаста. Біздің ата-анамыздың проблемасы, біздің өзіміздің қазіргі жолдасымызбен проблемамыз, немесе коллега, жұмыстағы проблемамыздың бәрі осы біздің самооценка дейді ғой, не жоғары көтеріліп кеткен, не төмен түсіп кеткен, әдемі баланс жоқ. Осы бүгінгі эфирден сіздер өздеріңізді зерттеу арқылы сол әдемі балансқа жетіп алғандарыңызды қалаймын. Соны сіздер осы сабақ барысында отырып, ешқандай сіздерді ешкім соттамайды, ешкім ұрыспайды, ешкім сіздерді жаңағындай елдің алдына шығарып көрсетпейді. Тек өзіңіз ғана дәптеріңізбен отырып, шын жүрегіңізбен 100% таза ақиқат әңгімені айтсаңыз екен. Келесі анализ бұл өзіңіздің өміріңіз. Мысалы 20 жастағы қыз өзінің өмірін 15 пен 20, немесе 25 жаста болса бірінші, екінші бағанды толтырса болады.
Ал одан үлкенірек қазіргі кейінгі бағандарды толтырса болады. Қазір мен енді оны біраз түсіндіріп жіберейін. Бізде басқаларға деген анализ көп. Басқаларды то пьедесталға шығарып жібереміз, немесе тартылдатып төмен түсіріп тастаймыз. Бытшытын шығарып, төңкеріп, жоқ қылып жіберуімізге де мүмкін. Неліктен? Себебі өзімізге бұрылмағандықтан. Бүгінгі сабақ сіздердің өздеріңізге бұрылып, өздеріңіздің ішіңіздегі жан дүниеңізді кәдімгідей көзіңізбен көріп тұратындай, менің қандай адам екенімді көріп тұратындай дәрежеге жетсеңіздер екен деп ойлаймын. 10 жастан 15 жасқа дейін қандай болдыңыз? Қай жерде болдыңыз? Қандай дүниелер сізге ұнады, не ұнамады? Нені бітірдіңіз, птичка қойып, нені жеткізе алмадыңыз? Қандай минустарыңыз бар, қандай плюстарыңыз бар? Психологияның, коучингтің ең басты бүкіл айтылатын әңгімесінің барлығы бұл жазу және өзіңді анализ жасау. Өзін таза анализ жасай алатын, ақиқатпен анализдей алатын адам, бұл енді жетістікке жеткен адам деп айтсам болады. Ендігі келесі таблица. Бұл таблицаларға қазір қайта-қайта келетін боламыз. Мен сіздерге бүгінгі сабақтың негізгі адамның өміріндегі бір 3 деңгей туралы айтқым келіп тұр. Осы кезде барып, сіздер осы әңгімені түсінгеннен кейін барып, анализді толыққанды тура жасай алатын боласыздар. Адам өмірінде әрдайым бір толқындардан тұрады. Өздеріңіздің өмір, әсіресе мына 50-ге келген мен жасты қыздар өздерінің өткен өмірлеріне қарап анализ жасай алса болады. Мысалы, кейде бізді бір турбулентный зонаға, сондай бір өте қатты қиындыққа, немесе сынақтарға түсіріп кететін кездер болады. Кейде өміріміз тыныш, кайф, бәрі күшті, 4 құбыламыз төбел болып тұрады. Мені оқып отырған, осы жерге сабаққа келіп отырған кісілердің барлығы дәл қазір өмірінің бір түйінін шеше алмай жүрген, өміріндегі бір сұрақтарына жауап ала алмай жүрген адамдар деп ойлаймын. Әйтпесе сіздер бұл жерге қазір кіріп отырмайтын едіңіздер. Сондықтан адам бір деңгейден келесі бір деңгейге көшер кезде, бұрынғы бизнесі адамда қандай кезде қиындықтар басталады? Адам өзінің бір деңгейді толыққанды жауып, келесі деңгейге көшкен кезде. Сол кезде адамды өте қатты тазалау процесі басталады. Сіз 30-ға келдіңіз, 30 жыл бойғы сіздің жинағаныңыз, қазақша айтқанда қарапайым, өсек, өтірік, күнә дейсіз ба, карма дейсіз ба, қай тілмен айтса да, өзіңіздің жинаған бүкіл дүниеңіз, сіздің жан дүниеңізді бір қараңғы түнекке орап тастайды. Қап-қараңғы әлемде өмір сүріп жатқан сияқты боласыз. Бұл адамның келесі деңгейге, келесі ақшаға, жаңа өмірге, жаңа күшке, жаңа бизнесқа, жаңа қызметке, жаңа бөпеге, күйеуге шығуға, бір өміріндегі өте бір керемет жақсы оқиғалар болардың алдында адамдың өзінің бір сондай бір испытание дейді ғой, бір сондай сынаққа түсіп кетеді. Жаны қараңғы түнекке алып кетеді. Осындай сәтте адам көзі түк көрмей қалады. Оның ол сәтте жасаған барлық шешімдері қате болады. Себебі қараңғы. Көп кезде шатасып қалады, өкініш көп болады. Егер де осы мен айтып жатқан сөздер сіздің өміріңізде келсе, бір пункт хотя бы келсе, значит, ол сіздің симптомыңыз. Сіздің жан дүниеңіздің ауырып тұрған симптомы. Осы сәтте адамның көзі қап-қараңғы, ештеңе көрмейді. Бұл жаңағы неде көрсеткендей темная ночь души дейді. Бұны мен басқаша былай түсіндірсем болады. Мысалы, адамның бетіне бір прыщик шықты, безеу шықты дейге. Қазір шықпаса, енді мен сияқты тәтелерді бір 17 жасыңызда жаңағы прыщик деген бірінші күні өте қатты ауырып шығады. Болевой шок енді ужасный болады. Бірінші күні сен оны кішкене бірдеңкемен тиіп кетсең ауырып тұратын болады. 1-2 күннен кейін ол кішкене сарғаяды, прыщигіңнің ауырған жаңағы болевой порог кетеді. Өзінен өзі ішіндегі соқтасы шығып, бітіп, сонымен аяғында бір точка болады да қалады. Немесе жаңағы сыздауық деп жатады, неше түрлі бір жара денеге шыққан кезде ең бірінші күні өте қатты болевой шок болады. Тура сол секілді адамның өміріне де сынақ келген кезде бірінші күнде, бірінші айда, бірінші моменттерде өте қатты жан ауырады.
өте қатты. Сол кезде сіз мысалы прыщигіңізді, безеуіңізді бірінші күні шыға салған кезде, ауырып тұрған кезде шұқыдыңыз. Күні бойы айнаның алдында барып шұқи бердіңіз, тисе бердіңіз, не болады? Ол быт-шыт болып сыздайды, ауырап, ертең одан да жаман болып кетеді, дәрігерге бару керек болады деген секілді. Асқындырып аласыз. Қазақта сөз бар ғой, уыты жайылып кетеді дейді. Ана қолмен тие берме, уытын жайылып аласың деп. Тура сол секілді адамның өмірінде испытание басталған кезде вообще қолды төмен түсіру керек. Вообще қолды былай ұстаған тіпті абзал. Себебі сен қара түнекте отырсың қазір. Темная ночь твоей души деп мен енді оны орысша өзім көп оқығандықтан осылай жазып қойдым. Бұл кезде болевой порог өте қатты. Бұл кезде өте қатты жаның ауырып тұрады. Бұл кезде сенің көзің ештеңкені көрмейтін болады. Бұл кездегі сенің шешімдеріңнің бәрі қате болады, почти 90%. Бұл кезде ешқандай бизнес бастауға, күйеуге шығуға, бала тууға, көшуге, қызмет ауыстыруға бұндай кезде болмайды. Менің сабақтарым адамға бір саналықты үйретсе екен деймін. Саналы өмір сүруге қадам бассақ екен дейміз. Өмірімде қазір не болып жатыр? Өзімізге анализ жасай алатындай қабілетте болсақ екен деп ойлаймын. Қазір уже мен енді 2014-тен бері, 15-тен бері, 16-тан бері қанша осы мысль материально, әрбір ойымыз өмірімізді өзгертеді. Қазақтың қыздары да қазір шығып айтып жатқандықтан сіздер түсіндіңіздер. Біздің ойымыз, көңіліміз, сөзіміз біздің өмірімізге әсер ететін, не? Енді келесі қадам біздің уже жанымызды қазу. 100 жыл бұрын адамдар қарны ашты. Үйдегі 5-6 баласына тамақ таба алмай қиналып, я? Біз секілді қазіргідей 3 уақыт тамақ, 5 шай, түнгі шай деген болған жоқ. Таңертең бір тамақ жесе, сонымен кешке бір тамақ жесе, таңертең соны жылтып ішіп, күні бойы аш құрсақ, жарты құрсақ өмір сүрді. Қазір Аллаға шүкір біздің қарнымыз тойды. Тәніміз, Құдайға шүкір, бетімізге кремді жағып, жылтырап, суымызды ішіп, шайымызды ішіп, таңдаған тамағымызды жейтіндей жағдайға жеттік. Енді бір аз процент болса да, көпшілік тура осы жерде отырған 3000 адам сіздерді шынымен қарны тоқ. Қазіргі заманда рухани аштық. Неге қазір коучтар көп, неге қазір семинар көп? Себебі біз қазір өзіміздің рухымызды тойдыруымыз керек. Қазір тамаққа тоймай жүрсең, сен өзіңді ойла, 100 жыл артта қалдым деп. 100 жыл артта сен 20-19 ғасырда отырсың. Егер де сен қазір өзіңнің рухыңа азықтандырып, мен саған менің сабағымды сатып ал, немесе маған ақша бер деп жатқан жоқпын. Мейлі сен кітап оқы, дайын, тегін, ютубтан оқы, күнделікті саналы түрде хотя бы бір қадам өмірге алдыға мен рухымды тойдыруым керек деген мақсатты өзіңе қойсаң, сен в ногу со временем келе жатсың. Демек сен жаңағы алдыға шауып кетіп, Илон Маск болып кетпесең де, әйтеуір жаңалықпен бірге, қоғаммен бірге алшаң басып, өзіңнің жаныңа Құдайдың қазіргі бізге беріп жатқан бір тапсырмаларын, задачаларын орындап келе жатсың. Бүгінгі сабақтан сіздердің алатын ең маңыздыларыңыз предназначениені табу. Бүгінгі сабақтың өзін мен сіздерге сол адам қалай өзінің миссиясына жетеді. Ертең біз жаратушының алдына барғанда құр ауаны састып, тамаққа тойып, 5 шайымды ішіп, оразамды ашып келдім деп бару менің ойымша өте ұят. Менің өзімнің задачаларым Құдайдың маған берген жан жарыммен идеальный отношенияға жету. Балаларымның алдында ұялмайтындай, не дейді андай, нұрланған бетіммен қарай алатындай әже болу. Немерелерімнің, балаларымның, ұрпағымның алдында дұғасын оқып, дұрыс өмір сүре алған адамдардың бетіне ұялмай қарай алатын әйел, ана, келін, қарындас, қыз болып қалу. И вообще енді ары қарай кете берсек, тарихта атым қалу, я? Бірақ енді шамамызға қарай, көрпемізге қарай каждайымыз көсілеміз. Өзіміздің задачамызды хотя бы бір 50%-ке орындап кету деп ойлаймын. Себебі шынымен ертеңгі жанымыздың алдында өзіміз ұялмайтындай. Ана Робин Шарманың кітабы бар ғой. Кто заплачет, когда ты умрешь деген ба? Да. Надо жить так. Соның Робин Шарманың әкесі айтқан екен. Сен дүниеге келген кезде жылап келдің, айналадағылардың бәрі қуанды. Сенің атаң, әжең, мамаң. Сен өмірден кеткен кезде сен қуанып кететіндей, айналадағы адамдардың барлығы жылап қалатындай өмір сүрді.
енді ондай кітаптың сөзіндей бір керемет ұрандатқан өмірге жетпесек те, хотя бы мына құр ауаны састып бықсытып кетпейтіндей сондай бір өмірге сүрейік. Қазіргі заман біздің кинодан ақ көруге болады. Корейцтердің «Игра кальмара» деген киносы бар. Соның бірінші сериясын енді көрмегендер болсаңыздар, бір 7-8 сериядан тұрады сериал. Бірақ бірінші сериясында өте қатты прям мясорубка болады. Адамдарды өте қатты фильтровать етеді. Жаңағыдай бір ойын ретінде болады, сонда адам дұрыс емес қозғалып қалса, атып жібереді. Сол фильмнің сценарийі біздің өміріміз қазіргі. Қазір біз белгілі бір ережемен, нақты ережемен өмір сүруді, өзімізге тәртіппен өмір сүруді қолға алуымыз керек. Ой қойшы, жарайды, бізге қолымызға Құранды берді, инструкцияны берді, өмірді берді. Барлығын бізге Алла тағала түсінікті қылдырып бәрін берді. Бірақ біз әлі күнге бір санасыз, хаоста, жаңағыдай болса бопты да, көрсек көреміз да, көппен көрген ұлы той, жарайды енді елдің көргенін көреміз деген секілді өмір кешіп жатырмыз. Олай болмайды екен. Кәдімгі өмірдің өзінің ережесін бірге сүруіміз керек. Енді мен мына жазып алған «Темная ночь души». Ең бірінші, бағанағы мен айтқандай, өте қатты адам сынақтың бірінші күнінде, бірінші жылында, бірінші айында тұрған кезде адамда өте қатты болевой порог болады. Ол кезде біреудің сөзі, көзі, енеңнің просто саған сөйлемесе де бетіне қарай салған просто бір жаңағыдай деген күрсінісінің өзі сенің жаныңды ауыртып жіберетін болады. Себебі сенің өте қатты жаңағы прыщик секілді болевой порогың жанып тұр. Даже сенде ешкім, енең, мамаң, папаң, коллегаң ешкім саған сөйлемесе де, просто телевизордан көре салған бір ақпарат сенің коллегадан шығарып жіберуі мүмкін. Сен қарызға батып жүрсің, 5 кредитің бар, ақшамен сыналып жүрсің, и просто так Инстаграмды аштың, айтты, доллар өсіп кетті, бітті, өмір бүйтіп жатыр, анау сөйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр. Бітті. Сол жерде сенің жан дүниенің бәрі күйзеліске түсіп, өмірден түңіліп, не істеріңді білмей, елдің бәрімен айналадағы адамдардың бәрінің мазасын алып, сол күні жаңағы не дейді ана, остановите планету, я выйду деген секілді, кәдімгідей өмірден түңіліп кетуі мүмкін. Себебі сенің, у тебя душа болит, у тебя темная ночь души. Осындай сәтте ең бірінші өздеріңізге жазып алыңыздар. Өздеріңізді прям любой адам өзін анализ жасай алады. Мен сөйлеп отырған кезде. Егер де вот муж изменил, прям изменил, вот сен бір ай бұрын естідің, или там 5 ай бұрын естідің, вот сенде қазір темная ночь души. Или жаңағындай 5 кредитің бар, кредитқа малындың, не істеріңді білмейсің, анда тыпырладың, мында тыпырладың, қолыңнан түк келмейді. Или там балаңмен проблема, или денсаулықпен проблема. Өте жаман бір диагнозды естідің, и сенде қазір полностью темная ночь души. Әркімге енді сынақты әртүрлі береді. Біреуге күйеуден, біреуге баладан, біреуге ақшадан. И вот сен қазір өте қатты сондай состояниедасың. Осы состоянияда, егер өзіңізді қазір анықтаған болсаңыз, егер сіздің жаныңыз қазір осындай бір темный сәтте тұратын болса, бұл жерден шығуға тек қана адамның күні адаммен деп сізге адам көмектеседі. Сізге білім көмектеседі. Сізге сол темный ночьтан шығып, өзі жеткен адам көмектесе алады. Ұстаз, данышпан, кітап жазған данышпан, Аристотель, Платон, Сократ, Джозеф Мерфи, өзі сондайды өмірінен алған. Даже ол керемет басқа орысты, ағылшынды ешкімді түсінбей жатсаңыз, өзіңіздің әжеңіз болуы мүмкін. Мысалы, мені кейде біреулер айтып жатады ғой, ой, осы Құралай ханымнан шаршамадыңдар ма, ақыл айтқыш, өйтіп кеткен, бүйтіп кеткен, өзің мамаң жоқ па, өзің папаң жоқ па? Егер де тура сондай қиындықты басынан кешкен, тура сондай темный ночьтан, тура сондай дүниеден өзін алып шыққан, жаңағыдай жаман диагноздан емделіп шыққан, тура сен секілді. Сенде қазір не бар? Тура соны аттап, таптап, танк сияқты өтіп кеткен адам болса, кайф. Соның қасына есті, қолынан ұстады, мойнынан иіскеді, құшақтаста, сол кісімен бірге осы состояниеден өтіп кетті. Ол кейде, неге мен бұны айтып жатырмын? Неге саған адам керек қазір? Себебі, темная ночь деген бір үлкен темная комната сияқты елестетіңіз. Мысалы, мектептің бір спорт залы, қап-қараңғы, сені кіргізіп жіберді. Көзің жұмық, қап-қараңғы, вообще көзіңді ашсаң адам көрмейсің. Свет жоқ,
айда жоқ, күнде жоқ, дым жоқ, қап-қараңғы. И сен есік тауып шығуың керексің. Не істейсің? Тыпырлайсың, ана жерге барып құлайсың, ана бір жерге барып турникқа чекең соғып аласың, ана жерде бір допқа шалынасың, ана жерге барасың да бір жаңағы боксерский матрасқа құлайсың. Ол құр жаңағыдай спортивный зал болса бір жөн. А вдруг это лес, орман. Ана жерде бір жаңағы қасқырға таланып, ана жерде бір басқа бір неге құлап, балшыққа құлап, болотаға батып кетуі мүмкін. Әр адамның тағдыры әртүрлі. Неге мен міндетті түрде саған ұстаз керек, адам керек, әпке керек, әже керек деп айтып жатырмын. Саған жол көрсете алатын. Себебі сол темный ночқа кіріп, сол спортзалға кіріп, сол спортзалда жүрген физрук 20 жыл сабақ беріп жүрген. Оны сол жерге кіргізіп жіберсең, қараңғы түнде де ол физрук есікті тауып шығады. Потому что ол примерно ұстайды, мына жерде баскетбольный кольцо тұр, мен примерно есік мияқта жүр дейді да, сүйрелеп әйтеуір сипалап апарып, бір айда емес, бір күнде сені шығарып береді. Сен соның ішінде бір ай жүруің мүмкін, есік таппай. Ана жерге бір соғылып, мына жерге бір соғылып. Или жаңағы орманшы. Орманшы жаңағындай ағаштарды жатқа біледі, арықты жатқа біледі, өзенді жатқа біледі, құстың ұясын жатқа біледі. Сені алады да, сүйрелейді да, жаңағы жолыңды тауып береді. Тура сол секілді. Мен де неге шырылдап сіздерге тегін эфирлерімді, тегін дүниелерімді, YouTube-та посттарымды айтып жатамын. Мен сол дүниеден өттім. Ұстаздарға жалындым, анадан ұсталдым, мына жерге тыпырладым, миллион рет шекеме таяқ тиді, миллион нәрсені көрдім, міне бүгін Барселонаға жетіп отырмын. Жүрегімнің гармониясына жетіп отырмын. Мен сол спортзалдан, сол ормандардан өткен физрук орманшы секілдімін. Не үшін мен сізге сабағымды ал, оқы, тыңда, сенде қазір темная ночь болса, ізден да оқып, ілесіп, менімен бірге жүр, мен саған есікті көрсетемін деп отырмын. Осындай кезде бағыттаушы адам міндетті түрде керек. Менің эфирім, менің сөзім, менің көзім, менің сабағым қымбат, оқымаймын, анау-мынау десең, тап сондай адам. Тура сондай адам тап та, ілесіп, сол адам тіпті саған открыто, мен саған жол көрсетемін бірдеңе демесе де, бірақ соның өткен жолы арқылы сен де ілесіп шыға аласың. Сенің жаңағы темная ночь души 20 жылға созылмайды, 30 жылға созылмайды. Сен бір айда, 3 айда, ары кетсе бір жылда есігіңді тауып, жолыңды ашып, өзіңнің бағытыңды тауып аласың. Сондықтан мына бірінші мен айтып отырған қазіргі мына темная ночь души деген адамның сынаққа түскен кездегі, ал сынаққа біз поголовно түсеміз. Поголовно. Себебі біз пендеміз. Осы не дейді ана, қанаты бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін тұлпар жоқ дейді. Неліктен? Себебі біз пендешілікке өте көп түсіп кетеміз. Біздің бойымызда тәкаппарлық, біздің бойымыздағы бір шынымен пендешілік дүниенің бәрі бізді сол сынақтарға алып келеді. Енді қараңыздар, су 300 градуста парға айналады, жоқ болады. Ысиды да жоқ болады. Сол секілді адамда қайнап жүру керек. Адамның қаны қайнап тұру керек. Қайнағанда енді ол бір ашумен, агрессиямен айтылған нәрсе емес. Адам бұл жайнап жүру керек деген сөз секілді ғой. Адам қайнаған кезде пар шығады, көтеріледі. Сол секілді ана бір ызылдаған, сасық бір су сияқты жылдар бойы тұрған. Немесе бір ана ауылдың бір жанбай қалған светі болады ғой, сол секілді бір ызылдап, баяғыда ауылда ана 220 вольт свет жоқ, 100-130 бір сығырайып тұрады, тефаль қоссаң қайнамайды. Сол секілді бір қайнамай жүргеннен Құдай сақтасын. Қайнап жүріп, жайнап жүріп өтіп кету керек. Таптап тұрып өтіп кету керек. Жаңағы испытанияларды, қазіргі заманның өзі жаңа айттым ғой, Игра кальмарыдың кинодағы секілді. Чуть право, чуть лево, без суда и следствия атылып кетеміз. Без суда и следствия жаңағындай мерт болып кетуіміз мүмкін енді. Не в физическом слове, а вот именно эмоциональном. Қазіргі заманды мен тіпті ана қарсы келе жатқан эскалатор сияқты көрсетсем болады. Мысалы, эскалатормен төмен түссең, баяғы біздің апаларымыз сондай бір эскалатордың төмен түскеніне түсіп, өздерінің бағыттарын тапса, біздің қазіргі келе жатқанымыз, біз қазір двойне жүруіміз керек. Ана қарсы келе жатқан эскалаторға шығып көріңіздерші. Баяғы заманда адамдардың қарны аш болғанмен рухани тоқ болған. Мен көп естимін әжелерімізден, аталарымыздан, біздің жаңағы пәленше деген атамыз тіпті үстіне қонған масаны да өлтірмеген дейді. Ана маса, ол да бір тіршілік иесі ғой, менің қанымды ішіп жатыр ғой деп
біз қазір масаны өлтірмек тұрмақ травить етіп бүкіл жоқ қылып тастағанбыз. Біздің до того енді бұрындары жасақ кезінде естіген кезде маған бір өтірік сказка сияқты естілетін. Қалай ол үстінде маса шағып жатса, жаңа отыра береді деп масаны шаққызып қойып. Олардың сондай рухани деңгейлері до такой степени жоғары болған, что олар спокойно жаңағындай масаға таланып, тіршілік иесіне жаны ашып, сондай бір рухани жетістікте сондай жетіп отырған. Енді қараңыздар, темная ночь души. Түсіндік, иә, что бірінші болевой порог, безеу шығып жатыр, ауырып жатыр. Бірінші мен сондай бір жаным ауырып тұрған состояниеде отырмын. Бұл кезде резкий движение жасауға болмайды. Чұқуға болмайды, бірдеңке жапсыруға болмайды, лейкопластырь жапсыруға болмайды. Мына күнде менімен жарқырап тегі. Былай қойсам, былай қойып сондай болып кетті ғой. Енді бұндай кезде оқу керек, іздену керек, білу керек, және ана қазақша айтқанда қысып өмір сүру керек бір жеріңді. Ешкіммен арпалысып кетпеу керек, ешкіммен. Бізде қазір енді 80% демей ақ қойын, 60% адамдар осындай темная ночь для души да жүр да, и бұндай кездерде жаңағындай біреудің өміріне кірісіп кету, басқаның өмірімен өмір сүріп кету, балалардың мазасын алып жіберу, күйеуіңнің мазасын алып жіберу, осындай сәттерде любой движение жаңа игра кальмарда сияқты атылып кетуі мүмкін. Немесе жаңағындай орманның ішінде круг за кругом сөйтіп жүре беруі мүмкін. Сол үшін өте опасно. Бұндай кезде жаңағы бетегеден биік, жусаннан аласа деген қазақта сөз бар ғой. Көтеніңді қысып өмір сүру керек. Вот лишний қылт деп бірдеңкені шығып кетпейтін. Енді қарапайым тілмен осындай сөздерді айтып жатам. Көп адамдар айтады, сен деген жаңағындай былай сөйлейсің, андай сөйлейсің деп. Негізі мен диссертация жазып жатқан кәдімгідей коуч, мотиватормын. Кәдімгі ғылыми тілмен де сөйлесем болады. Бірақ баяғыда бір рет маған, ол кезде менің балабақшам болған, мелкий жаңағы бірдеңке шағын бизнеспен, шағын кәсіппен айналысып жүргем. Сол кезде сұрақ қойған мен Москваға барып, сол кезде сол ұстаздан қандай адам жетістікке жетеді? Сіз үшін ең маңызды, вот миллионер, мықты, 4 құбылас түгел, вот бәрін, и семья, и все, бәрін бірге алып жүретін адам, ол қандай адам? Деген кезде, вот қалай бизнестің, вот бизнес тренер болатын, бизнестің жетістігіне жетуге болады, ақшаның жетістігіне жетуге болады, қалай адамдарға ұнауға болады, қалай атаққа дән. Енді сол кезде менің жаңағы не дейді, аппетитім ана жақта, осы өмірге, осы елдің бәріне бірдеңке доказывать еткім келіп, мойындалғым келіп, сондай состояниеде жүрген кезде жаңағы ұстазым айтқан болатын. Өте қарапайым сөз, бір-ақ ауыз сөз. Білмеймін, сіздерге қонама, қонбай ма білмеймін. Менің сол жүрегіме міне 10 жыл болды. Менің ұраным өмірлік бизнеста, кәсіпте, ақшада, табуда. Бүкіл әлемдегі 8 миллиард адам дейді, соның 99% жеңіл нәрсені қиындатып өмір сүреді дейді. Ал енді жетістікке жеткен миллионерлер, бизнеста ұшпаққа шыққан мықтылар қиын нәрсені жеңілдетумен айналысады дейді. В своем производстве, в своем бизнесе ақша табатын кезде, жұмыс жасайтын кезде ең бірінші нені жеңілдетейін деп ойла. Вот сол кезде саған конкурент болмайды. Сол кезде сен нағыз ақшадан да, басқадан да жаңағындай ойнап жүріп табатын боласың дейді. Бүкіл әлем, кез келген адам любит дейді. Даже мұғалімдердің өздері, дәрігерлер, ғалымдар, любой адам оңай затты қиындатқанды жақсы көреді дейді. Біздің психологиямыз солай жаратылған дейді, табиғатымыз. Біз оңай бірдеңкені қиындатып, сондай бір серьезный болып, күшті, әсіресе мына интеллигенция, ғылым, сондай адамдар бір қиын тілмен сөйлегенді, маңызды болғанды, бір мойындалғанды сондай жақсы көреміз. А когда ты будешь успешен, когда сен қиын затты оңайлатып үйренгенде, даже семьяның өзінде, күйеуіңнің алдында, үйіңде, тамақ пісірген, любой нәрсені жеңілдетуді үйренсең, саған конкурент жоқ болады. Сондықтан психологияның тарау ережелерін, тарау жаңағы главаларын, пәленбай терминдарын қарапайым қазақтың сөзімен және шоковый терапиямен жеткізген жақсы көремін. Жаңағыдай көтеніңді қысып отыр деген сөз менің бір сағат сөзімнің ішіндегі есіңде қалып қалғаны сол болуы мүмкін. Себебі адамның миы менсінбейді ешкімді. Қазір сізде мені қарап отырып, менсінбей отырсыз. Өсбері құралай, 6 жыл болды сағынап келе жатыр, не жетпеді, не бүк болмады, не чік болмады. Әнжеден біреу төбесінен тақап кісі, мияқтан сүмірейіп шығады. Мына жақтан қойсам, мияқтан шығады деп жақтырмай отыратын боласыз.
бізде сол, табиғатымызда сол. Біз адам менсінбейміз. Тем более қазіргідей ақпарат заманда сіз, может, бұл ақпараттар бір жерден құлағыңыз естіді, ана жерде біреуден оқыдым, ана блогердан оқыдым, на коучтан оқыдым, это я все знаю деген сондай психологиямен отырсыз. Сондықтан сіздің миыңызды тесетін, себебі мен де сондай тесетін, мен де өзімше болып баратынмын. Сабақтарды сатып аламын, барам, отырам, баяғыда офлайн семинарлар көп болатын ғой. Отырам да ана адамның үстінен мін іздеп отырам. Не болыптың, отырсың, кімсің сен, күйеуің бар ма, күйеуің жоқ па, күйеуің жоқ болса немене маған ақыл айтасың, сен кімсің, немесе жаңағы бизнесің бар ма, бизнесің жоқ болса немене ақыл айтасың деген секілді. Кез келген адамнан деп тартып алу керек энергияны. Жамандығың өзіңе, жақсылығын бере көр деп. Себебі бізге басқаша айтатын адам жоқ. Сізге келіп қазір тегін бір сағат Киясаки әңгіме айтпайды, Тони Роббинс әңгіме айтпайды. Вот чем богаты, тем и рады деген секілді Құралайдан басқа жоқ, бір сағат осы мені тыңдайсыздар. Сондықтан, пожалуйста, менсініңіздер, жақсы көріңіздер, қабылдаңыздар, деп қабылдап алыңыздар. Жамандығың өзіңе, жақсылығыңды құя көр деп. Енді темная ночь души деп мен орысша сіздерге жаңағындай бір термин ретінде естеріңізде қалсын деп сол тақырыпты қойдым. Енді өзім ана адамдар айтып жатыр ғой, менің авторлық сабағым деп. Сондықтан мен авторлық сондай бір жасаған бүгінгі дүние менді ойлап тапқан. Бұндай сәттен адам арқылы, кітап арқылы, білім арқылы, семинар арқылы, қазіргі заманда семинар. Мен алдыңғы эфирлерде де айтып жүргем. Сіз семинарды қалаңыз, қаламаңыз, жақтырмаңыз, инфо-цыган деңіз мені, псевдопсихолог деңіз, оңбаған елдің орыстың кітабын қазақша аударып, не деп айтсаңыз да, толқын, энергия. Мына ауаның өзінде қазір білімнің, ілімнің, саморазвитияның флюидалары, мына сіздердің жүректеріңіз сияқты шығып жатыр. Оны сіз хоть қанша бір 5 басыңызға защита қойып алсаңыз да, айналадағы адамдардың бәрі оны оқып жатыр, өсіп жатыр. Бүкіл әлем, мен бұрындар кішкене сомневаться ететін, но мен Барселонаға келгелі 1000%. Елдің бәрі өзімен алысып жатқан, қазір сондай заман. Қазір энергияның өзі сондай. Может, орыстар, қазақтар кішкене артта тыпыр-тыпыр етіп, ананы менсінбей, мынаны менсінбей жүрген шығармыз, но мы все равно к этому придем. Как тауда, жайлауда лампочка жаққан сияқты, тура солай ертең любой жерде адамдар өстіп, өзімен өзі алысып жүретін, өзінің бір эволюциясына, өзінің саморазвитиясына құятын болады. Сондықтан алдыңғылардың бірі болып, прям саптың алдында тұратындай болып оқып алыңыздар. Енді жаңағы темная ночь души сізге не көмектеседі? Адам көмектеседі. Сол жолдан өткен адам сізді жетектеп есікті көрсетіп жібереді. Келесі. Мен енді көп сөйлеймін осы. Жақсы, түсіндіремін деп өзімше ойлап отырамын енді бірақ мыжып кететін деп анда-санда. Екінші деңгей. Длинная дорога души. Жаңағындай кітап оқыдыңыз. Мен секілді сарнаған эфирді тыңдадыңыз. Бір курсты сатып алдыңыз, орысты немесе, или просто бір кітапты оқыдыңыз да, и бомба миыңызда жарылды. Сіз прям түсіндіңіз, вау дегенді, Мына тренерлар, курстар, неге мен шетелде, батыста звезда деп айтам? Жаңағыдай қазір сондай заман деп айтам. Қазір Нобель сыйлығын алып жатқан кітаптардың барлығы саморазвитие, коучингқа арналған. Может, 100 жыл бұрын Толстой звезда болса, классиканы жазған, Анна Каренина, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, сондай бір романдар, әндер, сөздер, Шәмші Қалдаяқов звезда болса, қазір заманның толқынына қарай Нобель сыйлығын, бестселлер кітап, Секрет, Робин Шарма, Нобельді алып атқан, бестселлер болып атқан, неге коучинг? Вот заманына қарап түсінуге болады да, басқа ешқайда бармайық. Бүкіл фильмдардың өздері адамның развитиясына арналған қазіргі. Режиссерлардың өздерін капаться етіп, сол аватардың өзі адамның бір эволюциясына арналған, если түбін қарап айтсаң. Сондықтан алдыңыз, бомба, миыңыз жарылды, сізде не болады? Сіздің жүрегіңізде мынандай просвет, нұр қазақша айтқанда пайда болады. Сіздің көзіңіз ашылады. Жаңағы орманның ішінде келе жатсыз, немесе спорт залда келдіңіз, қолыңызда уже жаңағы айфонның фонарі бар, немесе қолыңызда свечка бар, вы уже знаете путь. Ух ты, вот дверь. Сізді жаңағы адам уже есікке әкелді. Есік ашылды, қолыңызға свечка берді. Мен сол ана жүрегімдегі нұрды сіздерге жеткізейін, бөліп берейін дегенде де сол. Менің әңгімелеріммен, даже осыған дейінгі тегін эфирлердің өзінен де сізде вау деген эффекттер болып, қолыңызға сол нұрыңызды алып, жүрегіңіздің бір сәулесі ашылды. Жүректің сәулесі ашылды дегенне, сен ана өзіңнің кір қолыңды жудың.
мысалы жаңа бір тефальдың ішінде қатып қалады ғой, жаңағы судың қатқандары. Сен сода құйдың, ол тық ашылды да, тефальдың стенкасы жып жылтыр болып ашылды. Сол секілді сенің жаныңда жаныңның көзі ашылды. Сен уже қарайсың, бәрі көрініп тұр. Хотя бы прям жарқырап кетпесе де, уже сен екінші деңгейге қадам бастың. Бұл деңгей дегеніміз мынау. Бұны мен тағы да орысша жазып қойдым. Длинная дорога души деп. Ұнамай жатса, қазақша айтсаңыздар, қазақша аударып қойсаңыздар болады. Бұл деген, бұл жолда ұзақ жол, міне асфальт жолды көрсетіп қойдым. Бұл деген өз минусыңды түсініп, диагнозыңды білетін кезең. Өзіңнің, оказывается, менің ана жерім мынандай екен, мен мына нәрседе дұрыс емес істеппін, немесе ананы былай істеппін деген секілді. Ол қалай? Мысалы, сен жаңағы темная ночь души кіріп кеттің ғой спортзалдың ішіне, өзіңнің өміріңнің бір испытаниясына. Мен енді мысалмен айтып жатырмын. Баяғыда бізде мектепте математикадан сабақ болып жатыр да, сосын апай математикадан түсіндіре алмай жатыр бір двоечник балаға. Түзуді кесіндіге бөлеміз дегенді тақтаға былай сызады. Түзу кесіндіге бөлеміз дейді. Сосын бір кезде айтады да, түзу деген қарағай дейді. Өсіп тұрған тауда. Біз Нарынқол жақта қарағай көп қой. Кесінді деген соны чөлкеге бөлу дейді. Міне чөлкеге. Сөйтіп айтып, 2 сағат түкірігі шашылап түсіндірді бір кезде. Ал енді кесінді деген не десе? Чөлке апай дейді. Соқсап менің мысалдарымды қабылдай алмай чөлке болып отырсаңыздар, эфирді сақтап қоямын. Эфирден кейін тыңдап алсаңыздар, қайтадан түсінетін шығарсыздар. Мысалы жаңағындай қара орманда тұрсыз, одан шықтыңыз, иә? Сіз уже длинная дорога души. Адам уже жолда тұр. Өзінің миссиясына, өзінің предназначениясына, өзінің бағытына, өзінің жетістікке жететін точкасына, жаңа А точкасынан Б точкасына уже определять етті. Себебі жүрегінің нұры ашылды, жүрегінің көзі ашылды. Осы кезде ол уже өзінің диагнозын біледі. Оказывается, мен бұрын ана жаққа кетіп бара жатқан екем. Оказывается, маған мына жаққа бару керек екен. Бұрын мен мынандай нәрселер дұрыс істемеген екем. Вот енді мен мынандай істеймін. Қателесу өте күшті. Негізі адасып кеткен өте күшті. Маған көп қыздар жазады. Я запуталась. Мен жаңағындай адасып кеттім. Менің жаңағы жолымды таппай жүрмін деп, адам өзінің адасқанын білген өте жақсы. Адаспасаң сен жол таппайсың. Сен если бір жаққа кетіп бар жатсаң, енді кешіріңіздер артық айтсам, есек секілді. Басың ауған жаққа кетіп, өзіңмен өзің білгеніңді істеп, темекіңді тартып, арағыңды ішіп, өзіңмен өзің шауып бара жатсаң, сен ешқашан жолын таппайсың. А егер сен тоқтап, что-то я заблудилась, мен адасып кеттім, мен что-то дұрыс емес кетіп бара жатқан сияқтымын деген санаңа түсініп келген кезде, это кайф, это супер. Прям қуану керек. Ойбай, мен адастым, мен біттім, мен комментарийді қосқаным дауыс естіліп тұр ма деп қорқып кеттім. Өзіңді қинап, шауып ұру емес. Я заблудилась, значит, мен жол табуға қадам басып жатырмын. Өзімнің бүкіл жан дүниеммен бұрылдым. Менің жолым қайда деп. Где я вообще, кто я? Мен курста осы кто я, где я и куда я деген сұрақтардан бастаймын курсымды. Сонда екінші путь уже, мысалы, сенің бетіңе прыщик шықты. Прыщиктің уже бір екінші, үшінші күнінде ол ақырындап сарғая бастайды. Уже бұрынғыдай бірінші күндегідей боль жоқ. Ол даже бірдеңкемен ұрып алсаң да ауырмайды. Өзімен өзі тұр, просто айнаға қарасаң ғана бедірейіп көрініп тұрады, мазаңдалып, а так нормально. Бұл жерде жаңа өз минусыңды түсініп, диагнозыңды білетін кез. Енді осы кезде не істеу керекпіз? Екінші жол. Бұл жаңағы уже испытанияның, бұл жерде адам, біз көп жағдайда айтамыз, біз уже әдетке айналып кетті деп. Кейде бір 3 күннен кейін адам көрге де үйренеді дейді ғой. Адам бір қағазға батып кете берсе, бір банктан 5 кредиті болса да, адам өмір сүре береді. 3 күннен кейін соққа да үйренеді, ашаршылыққа да үйренеді, қарызға да үйренеді. Тіпті енді Құдай кешірсін, Украина уже бір соғысқа да құлағымыз үйренді. Бірінші кездерде ойбай деп бәрі ойбайлап, бүкіл Инстаграм, интернет бәрі жазған сияқты, қазір уже 60-шы күн, 70-шы күн деген секілді бір адам уже соғысқа да, сол ақпаратқа да үйреніп алдық. Сол секілді адам қиындыққа да бір төзіп, көніп кететін состояние болады осы кезде. Бірақ сіз өзіңіздің, айттым ғой жаңағыдай, саналы өмір сүру деген өз өміріңді өз қолыңа алу. Егер өмірді сүрмесең дейді өзің, өмір сені сүріп кетеді дейді. Сондықтан осы жерде
когда екінші деңгейге келген кезде өте қатты не болу керек, сақ болу керек айналаға, өзіңе, қайда бара жатқаныңа. Себебі сен қараңғы түнектен шықтың. Сенің қазіргі состояниең больницадан шыққан адам секілді. Мысалы, больницада жаттың, реанимацияда, Құдай сақтасын, енді бірдеңкеге шықтың да, өзіңе бір операция жасап шықтың. Сенде қазір өте қатты тәнің үлбіреп тұр, қағаздай болып. Кез келген сөз, кез келген көз, кез келген дүние саған жабысып кетуі мүмкін. Осы сәтте өте қатты айналадағы адамдарға фильтр қою керек. Жаңағы итпен ұйықтасаң, битпен оянасың деген осы жерде. Осы нені Рэнди Гейдж маған қатты түсіндіріп берген. Баяғыда бір сабағына қатысқан кезде. Айналадағы өзің қатты араласатын, қазіргі енді WhatsApp-тағы, чаттағы немесе өзің қатты араласатын, күнделікті көп сөйлесетін, көп энергия беретін 5 подругаңды алда, солардың өмірлерінің жағдайын сана. Мысалы, мынау 100 мың алады, мынау 150 мың алады, мынау 200 мың алады, мынау 100 мың алады. Соның ортақ бөлшегі сенің жағдайың болады. И сол секілді. Emotion Q, эмоциональный коэффициент, интеллектуальный коэффициент, бұрынғы сабақтарда айтқан болатын, қайталамай қойын. Физикалық коэффициент және рухани коэффициент. Осы 4 коэффициентті мен бұрындар бір сабақта айтқан болатынмын. Осы 4 коэффициент арқылы өзіңнің айналаңдағы 5 адамды қатты араласатын, подругаларыңды, достарыңды, коллегаларыңды прям аттарын қазір дәптерге жаз. Эмоциональный коэффициент деген оның мінез құлқы. Мысалы, Айгүл, Майгүл, Жанар, Қарлығаш, Гуля 5 подружкаң бар, который сен аузың жауысып, прям солармен күні-түні бәрін бөлісіп айтатын. Или 3 подружкаң бар, қатты прям, или әпкең, или мамаң, кіммен сен қазір өте қатты бөлісесің, сырыңды айтасың, жаныңды ашасың, жүрегіңді ашасың, энергия бересің деген секілді. Олардың ақылын тыңдайсың. Осы адамдардың 4 коэффициентін. Эмоциональный коэффициент деген мінез құлқы. Как она себя ведет. Ішкі діні, стержені, мықтылығы. Например, 1-ден 10-ға дейін есепте. Мысалы, жаңағы Айгүл 8, өте мықты, ішкі діні мықты, өзінің айтатыны бар, өзінің жаңағындай. Ой, осындайда өстіп кетеді ғой. Кешірім сұраймын. Айгүл, Майгүл, мысалы, ой, мен ойып кетті. Майгүлде, мысалы, 4 эмоциональный коэффициент. Анда-санда құбылып тұрады, үйе колбасит, бір күн бие, бір күн түйе, мінез бір күн жақсы, бір күн біреумен ұрсып қалады, бір күні бәріне риза, бір күні риза емес болып қалады, сондай. Каждый өзіңнің араласатын жаңағы қыздарыңның жаз. Физикалық коэффициент. Мысалы, Айгүл 100 килограмм, Майгүл 80 килограмм деген секілді. Енді тек қана физикалық коэффициент, ол салмағымен емес, түр келбеті, как она боянады, қалай түреді, қалай нетеді. Саған бәрінің ортақ бөлшегі саған келіп тиеді. Сен де турасындай боласың. Сол үшін екінші деңгейге келген кезде, мынаны жаттап алыңыздар. Обязательно өзіңнің айналадағы адамдар сені өсіре ма, өшірмей ма? Өзіңнің жан дүниеңнің гигиенасын сақтайтын кез. Келесі, бұдан өткеннен кейінгі болатын состояние, экзамен для души, 3-ші деңгей. Көзіңнің ашылатын кезі. Өзімізге полный анализ жасаймыз, 4 проблеманы анықтаймыз. Алла тағала сені қазір немен арпалыстырып қойды. Осы кезде миссияны табатын последний точка. Сен проблеманы жара секілді жаңа елестеткіздім сіздерге, примерно прыщик секілді. Прыщигің пісті, іші тазаланды, бетіне маз жақтың, орадың, жапсырдың, енді дәл қазір жаратушы сені немен алыстырып қойды. Баламен алысып жүрсің ба, декреттен декретке шығып. Банктардың кредитінен алып, кредитқа кіріп, ломбардқа кіріп, ломбардтан шығып, қарызбен алысып жүрсің ба. Саудамен алысып жүрсің ба, халықпен алысып жүрсің ба, мен секілді. Жоқ, күйеумен алысып жүрсің ба, соның смс-ін шұқып, телефонын іздеп, қызғанып. Дәл қазір Алла тағала сені немен алыстырып қойды. Осы 3-ші жолға келген кезде адам өзінің немен қазір арпалысып жүргеніне нақты көзі ашылып көру керек. Мысалы, бір адамды, бір әйелді декретпен алыстырып қояды. Баладан бала беріп, егіз туып, одан кейін тағы туып, сондай бір состоянияларда жүреді. Бірақ өзі қабылдамайды. Ойлайды, жаңағы
айналада елдің бәрі блогер, бәрі СММщик, бәрі гүл, бәрі сауда, бәрі бизнес, бәрі салонда жүр, бәрінің кірпіктері мынандай. Мен ғана жаңағындай состояниеда отырмын. Комментарийді қосып қояйын, естіліп тұр ма? Себебі арасында естілмей қалып жатқан сияқты болып тұр. Сабақ түсінікті ма енді? Почти что 1 сағат отырыппын. Енді финишқа жақындап қалдық. Миссиямызды табатын уақытқа кеп қалдық. Жақсы естіліп тұр ма, соны айта салсаңыздар. Иә, қасқа дейді. Кім қасқа? Кәдімгідей сабақ оқып отырсам, сіздер айттыңыздар. Естіліп тұр, иә? Рахмет, Жазира. Мадина, менің қыздарым бәрі отыр екен. Енді дәл қазір сені баламен алыстырып қойды. Бала туып отырсың, декретте отыруың керек. Бірақ сен жаңағыдай жан-жағыңа қарайсың да, жоқ, мен деген жұмысқа шығуым керек дейсің. Баланы нянкаға бересің, бүйтесің, кетесің. Мына өмірде данный момент Құдай сен немен алыстырды? Тура сол экзаменді, мен не үшін 3-ші деңгейде экзамен для души деп қойдым. Біз әр өзіміздің этап өмірімізде бір экзамен сабақ тапсырып жүрміз. Әр кезде. Енді мен осы алдағы курсым 4 құбыланы теңестіру, әйелдің 4 түгілін түгендеу деген болғандықтан, мен сіздерге минимум 4 нәрсені жаз деп тұрмын. Дәл қазір сіз бір енді 4 дүниемен алысып жүреді. Қазіргідей қоғам зымыраған жылдам уақытта адам 4 нәрсемен алысып тұрады. Жаңағыдай мысалға келтірейін, бір әйел баламен алысады, бірақ ол жаңағыдай нянкаға береді да, баласын шығып кетеді жұмысқа. Жарайды, ол 10 жыл жұмыс істейді, 15 жыл жұмыс істейді. Ол кезінде 2003 жылы сол баламен декреттегі тапсырманы, экзаменді, жанының экзаменін тапсырмағандықтан 2022 жылы оған экзамен қайтып айналып келеді. Сол үшін осы 3-ші этапта, 3-ші жолда өте мықты анализ жасаңыздар өздеріңізге. С чем вы сейчас боретесь? Менің бір құрбым бар, 30-ға келіп күйеуге шықты. Сол өте қатты жұмыс істеді, карьера, бәрі күшті, машинасы бар деген секілді, жаңа үйі бар. Сөйтіп 30-ға келіп күйеуге шыққан кезде өзінен 14 жас үлкен бір жігітке күйеуге шықты. Ажырасқан, басқа қалаға кетті. Сол маған айтады: өмір бақи ағаммен алыстым дейді. 30 жасқа дейін ағаммен алыстым дейді. Ағам жаңағындай не рыба, не мясо, ойын ойнайды, түнімен компьютерда ойын ойнайды. Мамамдар кредит алады да соның ойынын жауап береді. Не үйленбеді, одан бір қызбен тұрды, одан кейін ол қызды жіберді, бір бала туды. В общем, сондай аға болды дейді. И мен оны жек көрдім дейді ішімнен. Әке-шешеме сондай қиындық беріп, әке-шешем кәрі кісілер, әкем 2-3 жерде охранник болып жұмыс істеп, соның кредитін жабады. Жаңағы мен жұмыс істеймін, мамам жұмыс істейді, бәріміз жұмыс істеп, осы үйдегі ағам сондай өмір кешті дейді. Ол кезде психология жоқ, ешкім жаңағыдай бір ақыл айтатын адам жоқ па? Бәріміз сол ағамды, ойбай, ол нервный, ойбай, оның жаңағы бір жеңкесі ауырып қалуы мүмкін. Почему-то мы лелеяли и так ходили дейді. Сөйтіп 30-ға толған кезде әйтеуір өйтіп әке-шешемнен әлем дегенде сепарация жасап, басқа қалаға жаңағы өзімнің жігітімді жақсы көріп күйеуге шығып кеттім дейді. Жігітім екеуміз жүріп жүргенде дейді, жаңағы өзінен 14 жас үлкен, маған өте қатты ұнады дейді. Қазір де ұнайды дейді тұрып жатқанда. Компаниясы бар, жұмыс істейді, постоянно ақша табады, вредный привычкалары жоқ, арақ ішпейді, темекі тартпайды. Бірақ 15 жаста баласы бар дейді. Әлгі бала тура менің ағам дейді. Жұмыс істемейді, сабақ оқымайды, күні-түні компьютерда жатады, уже темекі тартады, наша шегеді. Әкесі біресе полициядан алып келеді, біресе қыздарды барып ұрып тастайды, или там мектепте біреумен төбелеседі. Қашан көрсең әйтеуір бір проблема дейді. И бір үйде тұрамыз дейді. Мені жақтырмайды, мен оны жақтырмаймын. Вот сол кезде мен түсіндім дейді. Мен өзімнің ағаммен болған экзаменді тапсырмағандықтан дұрыс. Маған енді бақытты болам, енді әйел бақытына жетем деп келген кезде, маған үйімде осындай бала пайда болды дейді. Туп-тура, какой был мой брат, такой же это жаңағы пасынок дейма дейді дұрысы. Өгей балам, күйеуімнің баласы сондай болды дейді. Кейде 20 жылдан кейін келуі мүмкін, кейде 10 жылдан кейін мүмкін. Просто данный момент Құдай қазір сізді немен алыстырып қойды, сол алысқан дүниеңіздің түбіне жетіп, экзаменін тапсырып, зачетын курсовойын жасап, 5-іңізді алып, хотя бы 4-іңізді пока-пока деп кету керек. Мен неге ажыраспа деп ұрандатам.
жаңағындай прыщиктің бірінші күні шыққан секілді болевой порог ұрып тұрған кезде вообще ажырасуға болмайды. Абсолютно. Қай кезде ажырасу керек? Уже жаңағы іріңнің соқтасы сыздауықтың шығып, бітіп, мынандай точка қалған кезде ажырасу керек. Адамдар бір-біріне деп. Мен мына қазір Испанияда адамдармен танысып жатырмын да, и вообще диву даюсь. Мынау менің күйеуімнің бірінші әйелі, мынау оның баласы, бәрі бір-бірімен араласады. Мы с ним друзья, мы с ним развелись, но мы друзья, балам бір күні. Вот адамдар полностью эмоционально бір-біріне жабыспайды. Бірін-бірі өртемейді, өлмейді, біреуін бір балконнан лақтырмайды. Уже конкретно мына психологияларын дұрыстап реттеліп алған. Неге маған осы психология ұнайды? Психология деген ол как әліппе секілді. Сен бизнес ашасың ба, дәрігер боласың ба, халықпен қызмет етесің ба, күйеуге тиесің ба, бала бағасың ба, психикаң дұрыс болу керек. Сенің ішкі дінің дұрыс болу керек. Біз қоғамда өмір сүргеннен кейін біздің психикамыз шынымен дұрыс болу керек. А біз Советский Союздан шыққан менімен қатар 70-80-90 жыл туылғандардың көбісі енді кейін 2000-да уже қазір энергия ауысып, адамдардың уже жаңағындай баласын ести бастады, баласы әкесін ести бастады деген секілді, әкесі баласы қазір бір басқаша толқындар пайда болды. Ал біз өте қатты детский травмамен, өте қатты түрлі бір қиындықтармен, біздің әке шешеміз одан да соғысты көрген, ананы көрген, неше түрлі қиындықпен туылған. Сондықтан бізге психология керек, өте керек. Бір қазаққа бір психолог қасында болса артық емес. Өзіңді өлтіріп тастамау үшін, басқаны өлтіріп тастамау үшін, дұрыс бизнес жасау үшін, тіпті сені Құдай бизнес жасап керемет бай болып кетсең де, ертең ана ақшаның буына семіріп, пісіп, елдің бәрін жалмап, жан-жақтағы адамдардың бәрін өмірін құртып тастамау үшін. Психика дұрыс болу керек. Вообще емделіп алыңдар деймін ғой қазақтар. Содан кейін барып күйеуге тиіңдер, содан кейін барып бала туыңдар. Бірінші мына жерін дұрыстап ал, содан кейін барып бала ту деймін. Иә? Сондықтан сол қай жерге келдік? Ал 3-ші деңгейге келдік, экзамен для души. Енді қараңыздар, дәл қазір немен алысып жүргеніңізді 4 проблемаңыз жазыңыз. Мысалы, мені халықпен араластырып қойды Құдай. Осы инстаграмға шықпайыншы, құрсын, ешкімді көрмейінші болып десем де, әйтеуір ситуациялар солай-солай келеді. Мен, значит, халыққа беруім керек болып тұр ғой. Дәл қазір ол бір менің прихотям болса, тек қана мен жаңағы ақша табуым керек, мені ақтақты болуым керек болса, 100 жерден 100 құралай жыртылса да, мені бүйтіп 4000 адамның алдына Құдай сөйлеткізіп қоймас еді. Демек, дәл қазіргі менің жанымның емтиханы осы халықпен алысу болып тұр ғой. Мен неге 5 күндік сабағымды 5-ақ мың теңге деп тұрмын. Беріп тастағым келіп тұр. Полностью, вот Құдай менен қазір қандай экзамен алса да, мен көріп жүрмін. Бұндай сабақтарды мен өзім пәленбай миллионға сатып алып тұрмын. Бірақ мен дәл осы курсты 5000 теңгеге 5 күн бойы сарнап тұрып, бүкіл жаңағы соқтасын, іріңін шығарып тұрып, жаныңыздың бүкіл жаңағы дүниесін ашып тұрып кіргізіп бергім келіп тұр. Себебі өзім қарыз болып бағым келіп тұрған жоқ. Халықпен Құдай мені қазір алыстырып қойды ма? Берейін, до конца бәрін курсовойын тапсырайын. Вот не керек менен алыңдар деп тұрмын. Сондықтан осы сабақты прям білмеймін, лақтырыңыз, сестренкаңызға ссылкасын, ініңізге, апаңызға оқысын. Мен бір мені мақтап, өзімнің бір жанымды бір рахаттандырайын деп тұрған жоқпын, немесе ақша, енді ақша тапқым келеді, конечно, но өте қажет сабақтар. Өте қажет. Алла тағалам мені осындай дәрежеге жеткізіп, осындай ораторский способность, шешендік өнер, түрлі жаңағы илеп, мыжып, өлтірмей әйтеуір алып, осындай дәрежеге жеткізді ма, менің айтарым бар. Сол темный, түнгі қараңғы орманның ішінен сізді жетелеп шығаратын күш бар менде. Это правда. Это правда, шын айтам. Енді экзамен для души. Осы жердегі маңызды жаңағы айтайын деп жүргенім мынандай дүние. Егер де дәл қазіргі берілген тапсырманы істегің келмей, қиналып, это не мое. Мысалы, күйеумен алыстырып қойды сен. Күйеумен алыстырып қойды ма, прям 5-ке тапсырып тастауға тырыс. Беріп таста бәрін. Біреу сенен ақша сұрап жатыр ма, беріп таста. Қазір 4 проблеманы жаз, өзіңнің алысып жүрген. Дәл қазір көзіңнің алдына келе беретін дүние не? Мамаң, или там бауырың, жаңағыдай мысалмен айтқандай, или не тағы жаңағы күйеуің, өзі бір
жүрегіңнің бір болымен есептесең, вот мынау өте қатты, вот күйеу деген маған больнее, чем бауырдан гөрі. Или там бауырдың проблемасы қазір маған больнее. Вот закрой эту нишу. Прям бәрін сақ курсовойын жазып, тапсырып біткен кезде ғана келесі миссия, предназначение деген нәрсе сол кезде ғана шығады. Пока сен посудамен алысып жүрсің ба, баламен алысып жүрсің ба, басқамен алысып жүрсің ба, ол бітпейді. Ол предназначение емес. Сен оны ойлайсың, я мен предназначение, бірақ ол сенің қазіргі этап, өміріңдегі бір этаптың жабылмаған есіктері. Барлық есікті жауып, жуып, құлыптап, есігін жауып, пака-пакаңды айтқан кезде, жаның тойған кезде, қарның тойды, жаның, рухың тойған кезде, бір пух деп жаңағындай миссия ашылады. И ол әр деңгейде өз этаппен ашылады. Неге мен смело, уверенно айтып отырмын? Себебі менің өзімнің жаңағы әрбір момент өмірімде сондай этаптар болған. Уже артыма қараймын да, ол таблицаны бағана сіздерге берген болатынмын. Ол мына таблица. Сіздер де оны қарасаңыз болады. Мысалы, мен 44-темін. 15-тен 20-ға дейін менде қандай проблемалар болды, қандай этаптар болды, и мен сол 20 жастан қалай келесі деңгейге секірдім. Келесі ақшаға, келесі өмірге, келесі қызықтарға, келесі өмірімнің интерестарына. Ол миссия деген, өзі айтып тұр ғой, мынандай бір кезеңмен өсе беретін, және сенің өмірлік бір миссияңды алып шығатын дүние. Мысалы, сен 15 жас пен 20 жастың арасында қандай проблемалармен алыстың? Чтобы қазіргі дүниеңді анализ жасау үшін, мына таблицаны ақырын көзіңді жұмда, ойлан. 15 пен 20-ның арасында мен біліммен алыстым. Экзамен тапсырамай жүрдім, тест тапсырамай жүрдім, мектепте ана завучпен қырылдым, директормен ұрыстым, университетте ана кісіге ренжідім деген секілді. Кіммен сол кезде алыстың? И сол нишаны сен жаптың ба? Сол кездегі бір процесстерді толыққанды, прям птичка бәрін қойдың ба? Дипломыңды алып деген секілді. Енді ол, мысалы, 18 жасыңда қандай история болды? Мен енді көзіме мысал өзіме келмей тұр. Бір история болды, но сен соны жапқан жоқсың, ұрыстың, кеттің, қалдың. Жаңағыдай мысалы, бір подругаң болды, ол подругамен быт-шыт ұрыстың, қалдың. И тура сондай подругалар саған келесі этапта да берілді. Ол менің айтқаным емес, просто өздеріңізбен де қазір естеріңізге былай салсаңыздар, тура сол қайталанатын, бағанағы мен осы сабақтың алдында айттым ғой, қайталанатын историялар келе береді адамға. Себебі сіз сол 15 жасыңызда жапқан нәрсе, достықтың бір ақиқатына, достық сезімге, бір адамның жан дүниесінен шығатын бір дүниеге сіз өтірік айтып қойдыңыз, досыңызды сатып кеттіңіз деген секілді. И 25 жаста сізге тура сондай дос келді, сізді сатып кетті. И потому что вы не закрыли ту, прям достық деген пунктті жаппай кеттіңіз. Или 20 мен 25 жастың арасында анализ жасаңыз. Кіммен алыстыңыз? Күйеуге тидіңіз, қайын жұртпен алыстыңыз, посуда жудыңыз сағаттап, таңға дейін өйттіңіз, бүйттіңіз. И шынымен сіз супер келін болдыңыз, тонналап посуда жудыңыз, енеңіздің алдында былай да елдіңіз, жатып та құладыңыз, тұрып та құладыңыз, қайын жұрт деген тақырыпты полностью сыйлығына сыйлық бердіңіз, тойын жасап бердіңіз. И 40-қа келген кезде сізді қайын жұрт деген нәрсе вообще не задевает. Вообще ондай адамдар жоқ. Например, или там керісінше 20-25 жасында Құдай оны қайын жұртпен алыстырып қойды. Енемен, қайынәпкемен, и она не закрыла эту тему. Кетті, ажырасам деді, қорқытты, күйеуін анда қалып бөлек кетті, өйтті, бетті. И жасы 40-қа келді. До сих пор қайын жұрт деген ана жерден келіп бір жұлқып кетеді. Мына жерін бұл задевает, мына жерін бір тиіседі, ақша бер дейді, сөзбен тиіседі. Потому что ты не закрыла. Вот момент келді ма, уақыт. Қазір сенің көзіңнің алдында кім морочиться етіп мазаңдалып жүр. Ең бір жеңіл нәрсесі экзамен жауып тастайтын, именно отношениях сыйлық беріп тастау керек. Любой адамға алтынын сыйла, ақшасын сыйла, қызметіңді істе. Прям мына бар ғой, адамнан постоянно айтам ғой, ақша шығу өте қиын. Өте қиын адамнан ақша шығу. Сосын біреуге қызмет ету өте қиын. Әсіресе біз секілді 2 дипломы бар, вау, там қыздарға өте қиын біреудің алдына иілу. Но это экзамен твоей души. Ол адамды Құдай саған бекер келіп сенің тырмалап атқан жоқ.
Неге ана басқа біреуге нетпейді? Именно тебя это задевает. Неге сені именно вот это абысын бесит? Потому что она у тебя хочет взять этот экзамен. Ол сенің ұстазың, как университеттегі, мектептегі сенің жаңағы ол ұстазың секілді. Сол 4 проблеманы жаз. 4 проблемаға прям 4 адамыңды жаз, ұстаздарыңды. И соның біреуі гос болады. Как в университете, как мектепте секілді. Мысалы, үшеуі обычный, а біреуі гос экзамен. Сол экзамендегі адамды бірінші орынға қойды. Жаныңның барында, күшіңнің барында, мен секілді қақылдаған көмекші барда, прям бітіріп таста. Все. Проблема жоқ. Мына нені прям өздеріңізге көшіріп алыңыздар да, для анализа өте қатты маңызды. Енді бағанағы сіздерге түсіндіре алмай, басында бырт-бырт деп оталамай жатқан кездегі кестелер тағы бір түсіндірейін. Осы 1 сағаттан кейінгі әңгімеден кейін может кішкене ұғатын шығарсыздар. Енді күйеуі бар әйелдерге мына 5 адам жазып қойдым примерно. Әкең, анаң, бауырың, күйеуің, енең. Кім қандай сабағын тапсыра алды? Егер өзіңдікі прям мутно болып көрінбей тұрса, да, я такая пушистая, белая, красивая, умница деп тұрсаңдар, күйеуіңді тексер, бауырыңды тексер, әкеңді, анаңды тексер. И сол кезде ақырын саған картина шығады. Оказывается, моя мама не закрыла ту нишу. Мой отец не закрыл эту нишу. Поэтому он сейчас страдает. Менің күйеуім, біз енді до того сондай пенделерміз, мына списокты жасағанда даже өзім басқа адамдар толтырып тастаймын ғой. Өзімдікі бір 3 болып тұрса, басқалардікі бір 10 болып тұрады ғой. Ана менің күйеуім соны жасамады деп, иә. Вот басқаларды зерттеу арқылы ақырындап потом өзіңе келесің. Мамаң өзіне ұқсайды. Күйеуің это вообще это зеркало души. Прям сіздерге желаю, чтобы каждый сіздің ұстазыңыз жаңағы экзамендеріңізді, жаныңыздың экзаменін алып жатқан самый лучший болған. Муж, чтобы был самым лучшим. Там абысын, чтобы была самая лучшая. Потому что онсыз болмайды. Онсыз сен как қайталана беретін кругтың артында, осы 5 күндік сабақта мен сіздерге бауырлар туралы өте көп ақпарат айтатын боламын. Сол кезде де түсінетін боласыз, именно вот отношения жайында көп нәрсе айтатын боламын. Потому что өзім түсініп алдым. Ана баяғыда бір мұғалім айтты ғой, елдің бәріне айтып уже 5 рет айтып өзім түсіндім деп. Так что өзім түсініп алдым, иә. Енді курс деп жатырмын, курсты бір айтайын, иә. Курс туралы түсіндіріп берейін, қыздар. Потому что курс это кайф. Бұл курс деген енді 5000 емес, 500 000-ның курсы негізі. Түсінген адамға. Мен асыра сілтеп тұрған жоқпын. Шын сөзіммен осы прям айтып тұрмын, 500 000-ның курсы. Просто я хочу осы құтылып тастайыншы деп тұрмын. Беретін нәрсемді беріп тастайын деп. Бірінші күнгі сабақта қозғалатын тақырыптар бұл жаңағы анализ жасау, дәл қазіргі өзіңіздің нүктеңізді анықтау, сосын ниет. Арманның орындалатыны, вообще өмір сүруге бізге көмектесетін ниетіміз. Біздің налево кететініміз, направо кететініміз, дұрыс жүретініміз, бұрыс жүретініміздің бәрі ниетке байланысты. Вот осы ниет дегенді бұрын қанша айтсам да өзім дұрыс түсінбеген екенмін. Вот осы жолы кайф түсініп алдым, қыздар. Прям сабақта осыны түсіндіріп айтам. Одан кейін ниеттену формуласы деп енді әдемі қылып жазып қойыппын ренжімен деген. Орындалатын дұрыс мақсат қоюдың құпия техникасы. Енді ондай құпияны айтпасқа болмайды. Өз-өзіңді шектеуді доғару, установкалармен жұмыс істеу. Енді установкаларды бұрыннан да айтып жүрем сабақтарымда, но это очень важно. Мен миымның ішінде, білмеймін, миымның ішінде бүкіл интернет жатыр ғой, каждый адамның миында, иә, целый ғаламтор, целый Google жатыр. Сол Google'дың бір түбінен баяғы бір 5 жаста просто бір өтіп кетіп бір айтқан адамның сөзі установка болып қатып қалады екен. Вот осындай нәрселерді сіздерге түсіндірем. Қорқыныштардан арылу, бойыңыздағы сан жылдар бойы жиналған қорқыныштарды мен жұмыс жасаймыз. Бұл бірінші күнгі сабақ болады. Екінші күні не істейміз? Екінші күні мен сіздерге айтам, өз өміріне жауапкершілік алу. Бұл жердегі тақырыптар ата-анамен қарым-қатынас, сепарация процесін дұрыс қою. Сепарация деген енді өте қатты келеді. Құс екеш, құста өзінің балапанын ұясына лақтырып жібереді. Прямо ана YouTube-тан көрсеңіздер, жануарлар әлемі деген мир животных, любой құс өзінің балапанын лақтырып жібереді. А біз керісінше ана курица наседка секілді жабысып қасымызға үйіп аламыз. Вот сепарация деген біздің қазаққа негізі өте қатты керек тақырып. Жеке границаны қойып үйлену. Осыны маған өте көп сұрайды. Видимо, коучтар, психологтар осыны айтады да, өздері
границасын қоя алмағаннан кейін біреулерге де қойдырып айта алмайды ғой. Көп адам осы шекара деп айтады. Осы шекараны өзім көп зерттедім және осы туралы айтып беремін. Әйелдің энергиясы, оны көбейту, жұмсау, дұрыс басқару. Әйелдің энергиясы деген орасан зор күш. Әйелдің энергиясы деген бүкіл әлемді ұстап тұрған күш. Ер адамдар ренжімесін осы жерде, бірақ әлем біздің энергиямен тербеліп тұр. Даже бір мысалды келтірейін, егер де Путиннің әйелі болғанда, өзінің бұрынғы, біздің де елбасының, бұндай соғыстар, бұндай нәрсе болмас еді. Жаңағы әсіресе ұлы тұлғаларды ұстайтын әйел керек. Прям басынан сковородкамен тарс еткізіп ұратын әйел керек. Не то, что кейінгі там жас, деген жаңағы беті ботекс стателер емес. Прям о бастан 25 жасында бірге жүріп, бірге күшіп, энергиясы сай тепетен келетін әйел болса, соғыс болмас еді. Сондықтан әйел әлемді тербейді деген өте рас дүние. Келесі 4-ші күнгі сабақ. 3-ші күнгі сабақ байлықтың психологиясы, қозғалатын тақырыптар. Баюдың мышлениясы, байлық, кедейлік психология, ақшамен байланысты проблемаларды анықтау, ақшаға байланысты установкаларды арылу, ақша потогын ашу, баюдың формуласы, ақшаны дұрыс жұмсап үйрену, ақшаны жинап үйрену, қарыздардан құтылу, ақшаға байланысты түрлі техникалар мен фишкалар, самооценканы көтеру, өз өміріңнің миссиясын анықтау. Енді миссияны бүгін примерно сіздерге несін түсіндіріп бердім, формуласын, қалай жетеміз миссияға деген. Ал енді негізі мен ақшаның потогын түсініп алған адаммын. Мен ақшаға өте қатты қиналмайтын адаммын. Вот соны түсіндіргім келеді. Мен осыны 2008 жылы армандағам. Мен сол кездегі ниетім, енді ана жылы бір стористарда жаздым. Қошманбетте тротуар бар бізде. Мен ана центрдегі көшеде тұрғанмын, енді танитындар болса біледі. Сол кезде егіздер туылды 2008-де. Бір 9 айлық па, сондай кездерінде егіздердің коляскасы бар. Ол қыз, еще менің ұлым вообще мынандай бомба, Құдай берген Сұлтанбаевтың бір мір деген мынандай үкісі бар персонажы бар ғой, тура сол секілді. Мынандай балпиған, сол екеуін сүйреп келе жатырмын. Мына жақта дүкенім істеп тұр, мына жақта дүкенім, мына жақта бірдеңе, бәрі енді кайф. Жаңағы армандар картаға жазған әппақ спортивкам, әппақ машинам, кілт қолда, сондай бір гармонияға оқып жеткем сол кезде. Қиналып, жаңағы құлап, жылап деген секілді. Сол кезде шынымен өзімнің жаңағы комплекс шағым болса да, балабақшам ол кезде бар ма? Жоқ қой деймін. Жаңағы дүкендеріме, өзімнің үйіме, 2 этаж үйіме қарап отырып, ішімде сондай бір состояние болды. Гармония дейді ғой, бір финансовая независимость. Қайда барам десем бара аламын, не алам десем ала аламын, балаларым не жеймін десе жей аламын. Аллай деп, сонда ана көшеде шарбақтар көрініп тұрады ғой, тротуармен келе жатқан кезде. И ауылда өсек бәрі бірін-бір біледі ғой, енді өсек емес, бүйтіп тұрасың, кто как дышит деген секілді. Сонда мына жақтағы кісінің проблемасын білемін, мына жақтағы кісінің проблемасын білемін, жылап жүргенін білемін, құлап жүргенін білемін. Құдай-ай, мына мендегі нәрсені осы кісілер білсе ғой. Вообще өмір кайф болып кетеді ғой деп. Сол кездегі ниетім осы болған. Мендегі сол энергияны, жаңа қорықпайтын энергияны бір ақшадан, именно вот ақшаның потогы деген сол ғой, потокқа кіріп алған. Соған кіріп алса, мен даже вот Құдай сақтасын, көп адамдар осы қаңтар оқиғасы кезінде Каспий жабылып қалды, банкоматта ақша жоқ дегенде адамдар прям тыпырлап, бәрі естері шығып, сол кездің өзінде де менде внутри сондай бір состояние болды. Вот сол состояниені тілмен айтып енді жеткізе алсам, жеткізіп беремін. 4-ші сабақ ер адамдармен қарым-қатынас. Бұл енді өте әйел адамдарға өте қатты маңызды тақырып. Әйел 40-қа келсе де, 50-ге келсе де қасында бір арқа сүйер азаматы болса екен деп армандайды. Себебі әйел гүл, әсіресе шырмауық гүлге ұқсайды. Шырмауық гүл біреуге сүйеніп өскенді жақсы көреді. Біреуге бір жаңа байланып өскенді жақсы көреді. Сол кезде гүлдеп, шырмауық мысалы жерде жатқан кезде бір балбырап қалатын секілді өзін. Сондықтан өзіне лайық адамды дұрыс таңдау, әсіресе бойдақ қыздарға керек. Ер адам таңдауымен мән беру моменттер, махаббатты сезінуді үйрену, дұрыс жақсы көру, ғашық болу. Осы ғашық болуды үйрете алмай қойдым. Қанша сабақ өттім. Вообще әйел адамның каждый клеткасы ғашық болып тұру керек. Прям андай өмір сүруге деген хотелкаларының бәрі қосылып тұру керек қой. Өмір сүруге, тамақ ішуге, киім киюге,
күйеуді жақсы көруге, баланы жақсы көруге. Вот сол кезде все кайф. Мен даже осыны айтып жатырмын, у меня прям мурашки по телу. Білмеймін, енді түсіндіре алсам, тілім жеткенше түсіндіруге тырысамын. Сөніп қалған махаббатты ояту, енді ол мен секілді қыздарға жаңа 25 жыл күйеуіммен тұрам, шаршап кеттім деген хаттарды оқимын ғой. Ер адаммен қарым-қатынасты, қиындықтарды дұрыс шешіп үйрену. Ер адам жанымызды ауырта берсе не істейміз? Бұл сұрақтардың бәрі, кстати, сіздердің дайректке қойған сұрақтарыңыз. Ер адам көңіл бөлмесе не істейміз? Қарым-қатынасты өзімізге бақытты сезіне алмасақ не істейміз? Қарым-қатынасты жоғалтып алсақ не істейміз? Дұрыс айырылыса білу, айырылысқаннан кейін не істейміз? Енді бұл тақырыпты курсты мен сіздердің сұрауларыңыз бойынша, сіздердің сұрақтарыңыз бойынша жазып шықтым. Так что міне вау деген курс басталайын деп жатыр. Құралайық. 15 мамырда старт. Телеграм-каналда полностью чат болады. Барлық қыздар сол жерде отырады. Телеграм-каналда бірінші күні сіздермен онлайн тікелей эфир сұрақтарға жауап болады. Одан кейін 4 күн сабақ болады. В общем, керемет жаңа форматта болайын деп жатыр. Жаңа мен сіздерге айтқандай, курстың бағасы вау болып тұр. 5000 теңге. 500 000 теңгенің ақпаратын айтатыныма мен ешқандай енді мақтанбай-ақ, өзіме 1000% уверен болып сіздерге айтып отырмын. Так что жаңағындай менің жүрегімдегі гармонияға мен білетін нәрсені біліп алам, түсініп алам, Құралайға ілініп алам, жетіп алам десеңіздер, пожалуйста, қазір менің профилімде сайт тұр. Сол сайт арқылы Каспи QR арқылы төлейсіздер, немесе стористағы сілтемелер арқылы төлейсіздер. Тағы не айтпадым? Айтпай қалған нәрселерімді қазір мен сіздерге шығарайын. Суреттердің бәрін түсініп алдыңыздар деп ойлаймын, түсіріп алдыңыздар деп. Енді комментарийді қосайын да, или мына жерде сұрақ көп кете ма? Мына жерде не бар? Домалақтың ішінде сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап берейін, Сохранить эфир, хорошо сохраню. Математиктер секілді нақты айтасыз дейді. Жігітпен жүріп жүрмін, ол маған сақина сыйлады. Мамама айттым, инстаграмға жаздым, бірақ көңілімде күдік, жүрегімде уайым, бұл жігіт менікі ма, менікі емес па, күйеуге шығуым керек па, керек емес па дейді. Қандай керемет сұрақ. Осы сұраққа жауап берейін, жақсылап тұрып тыңдап алыңыздар. Телефонымда қызып кетті, 1,5 сағат болыпты. Қыздар, қазіргі заман өте жылдамдықтың заманы, тем более мына ғаламтор ашылғалы бері біздің әйелдер күйеулер әйелдерін менсінбейтін заман. Баяғы заманда, мысалы, біздің жас кезімізде, бала кезімізде, 89 жылы, 90 жылдары ауылда, ғаламтор жоқ, телевизор ғана бар. Анда-санда Алла Пугачеваны көрсетеді Киркоровпен. И то жаңа қазақтардан да Роза Рымбаеваны ғана көреміз, болды. Біреудің күйеуіне қызғайын десең, көршің, кеше ғана колхоздың директоры болып, күшті болып, несімен жүреді, галстугын тағып, әдем болып, күшті екен десең, ертесі күн араққа тойып, құлап, жылап, әйелін қуалап. В общем, көзіңнің алдыңда жаңағы Асқар тау алыстан айбатты жақыннан қотыртас секілді, ауылда бір сондай жаңағындай сенің жүрегіңді ауыртатын, боғыңды бұзатын адамдар болмайтын. Адамдардың бәрі бірдей. Мына қарайсың, сол Талғат, сол Қайрат, сол Серік, сол Берік. Қазір не? Инстаграмды ашсаң, Құралай ханымның күйеуі Барселонаға жіберіпті. Қызын оқытып жатыр. Тәуекел Мүсілман жақта жарқырап жүр. Бүркіт. Мына жақта біреу бизнеспен жатып жатыр. Ал сенің күйеуіңші? Масқара, даже Facebook жоқ, даже Instagram жоқ. Фейсбукты ашсаң, бір керемет журналист, интеллект, ұрып тұрып стористар салады, статьялар, постар жазып. А сен үйге қарайсың күйеуіңе. Бүкіл күйеуіңнің 10 жыл сені асыраған, 10 жыл сенің жаңағы бүкіл әуектетіп, әуеніңе төңкерілген, саған 3 бала тудырған күйеуіңді бір-ақ күнде обосрать етіп тастайсың. Вообще жоқ қылып жібересің. Сен кім, вообще ана журналист кім? Или әнші кім? Көзіңнің алдында ғаламторда, просто интернетте, инстаграмда отырып ақ уже күйеуіңді жек көріп отырасың. Еркектерді де солай. Просто так қарайып, мына жақта жасы 45-те Құралай ханым жүр, 6 бала туып, жап-жас, үйде кір-кір халатпен, тізе шыққан трикомен, қарны салпиған, шашы дода-дода, паймағып түйіп алған, бетін бәрі секпіл-секпіл, Құралайдың фильтр қосып қарап отырған қайдан біледі. Иә? Сол секілді қазіргі заманда қазақша айтқанда біздің боғымызды бұзатын нәрсе көп. Соблазн велик. Қазіргі заманда бізге еркек ұнамайды. Дәл қазір саған
Бред Питттің өзі жаңа басы алтын арты күміс келіп саған сақина салса да, 2 күннен кейін Джонни Депп шығады, күшті болып. Или там Тәуекел Мүсілім шығады, или там Сәкен Майғазиев шығады. Все, сенің мында біздің вкусовой рецепторы дейді ғой. Біз мысалы KFC жегеннен кейін түрлі қазіргі салаттардың вкусовой жаңағы баклажанның бірдеңкемен неше түрлі жаңағы коктейльдердің немене соустар қосқан кезде біздің вкусовой рецепторымыз адамның до того құтырып кеткен. Мысалы, шынымен 85-ші жылы біздің адамдар құры суп, первый, второй суптарын ішіп отырса, соған қуанса, ал енді қазір біз ондай супты менсінбейміз уже. Біздің балаларымыз қарадан тұрмақ ақтынан жегісі келмейді. Сол секілді адамдардың мынандай сезімдері өте құтырып кеткен. Біз вообще бізге ешкім ұнамайды. Күйеуге шыққың келе ма? Саналы түрде. И даже күйеуің болса да саналы түрде анализ жасап. И жаңағындай басқа адамдарды идеализировать етудің қажеті жоқ. Айтып тұрмын ғой, Асқар тау алыстан айбатты, жақыннан қотыртас. Сен сол Бред Питттің немесе сол жаңағы әншінің немесе сол біреудің үйіне барып тұрсаң, ертесі күні жиіркеніп қашасың. Өзіңнің ана тізесі шыққан трикосымен жүрген күйеуің алтын бриллиант болып кетеді. Я жетісіп жүрген ешкім жоқ. Нечего, анау күшті екен, мынау күшті екен, бәрі өтірік. Қазақ бекер, жалған дүние деп айтпайды. Это жизнь, иллюзия, өтірік. Тем более біз қазір фильтрді қойып ағамыз, беттің бәрін жөндеп ағамыз, адамдардың бәрі просто өтірік өмір сүреді. Сондықтан елбасының сөзі бар ғой, үйленгің кеп тұр ма, если приспичило, үйлену керек. Вообще қыздардың бәрі, мен өз қыздарымды вообще кетіре алмай жүрмін. Камиляға прям біреу құда түсіп келсе, сол күні бере салайын деп тұрмын. Шық күйеуге деп. Сондықтан көп ойланбау керек, әсіресе жас кезде, шабыттанып тұрған кезде, әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Жаңағындай төсекке деген сезімнің келетін уақыты бар. Мысалы, 20 жастағы кекс қандай, 45 жастағы қазір не аяғыңды көтере алмайсың, мына жерің қақсайды, мына жерің сырқырайды. 20 жаста соның бәрін көріп, рахаттанып, сезініп, точкасын қойып, птичкасын қойып, бәрін жөндеп алған күшті емес пе? Ол ертең бір күндері деп ойлап жүрмін. Солай қыздар еке, қазір сұрақтарды, тағы да біраз сұрақтарды оқып жіберейін. Нені беріп тастаймыз, қалай баламен жылда декретке шыға беремін, маған ұнамайды дейді. Господи, боже мой, бағана бері мен 1 сағат не сарнап отырмын. Беріп тастау дегенді дұрыстап түсіндірмеген ғой. Мысалы, сені қазір Құдай баламен алыстырып қойды. Декреттен декретке шығып жатсың, біреулер бала туа алмай жүр. Ол керісінше туа алмай алысып жүр бір жерімен. Ал сен керісінше бар балаң бүкіл нәрсе просто шүкірлікте и жаңағы сол балаға қазір сен керек болып тұрсың ғой. Мен мысалы қазір халыққа керек болып тұрсам, халықпен мені Құдай өстіп алыстырып қойса, алыстырып деген сөзді мен енді қарапайым қазақтың тілінде айтып отырмын. Егер менің қазір бүкіл өмірім осы халықпен связанный болып тұрса, значит мен халыққа беруім керек. Халыққа жұмыс істеуім керек. Приоритет соған болу керек. Егер де сені қазір декреттен декретке баламен алыстырып қойса, сен толыққанды энергияңды, уақытыңды, ақшаңды, бүкіл өміріңді, каждый клеткаң сол нәрсеге жұмыс істеу керек. Бала деп тұруың керексің. Соны түсініп алшы, беріп тастау деген сол. Бүкіл последний қаныңды да, теріңді де сол балаға оқыт, тоқыт, бақ, түнімен ұйықтама, соның пластилинін бірге ез, суретін сал, от души сол. Сен менен қазір Құдай саған осы балаға беру керек болса, міне, беру деген сол. Немесе жаңағыдай қайын жұрт деген сені қазір жұлмалап жатыр. Немесе жұмыс сені жұлмалап жатыр. Таңнан көзің тырмалап ашқаннан саудаға барасың, базарға. Құдай сені базармен алыстырып қойды. Сен өй деп жаңағы созылып, сағышса созып, қайнай алмаған чайник сияқты жүрсең, бағана мен айтқандай, сен тағы 20 жыл жүресің сол саудамен алысып. Таптап өтіп кет, беріп кетіп қал. Уақытыңды бер, шамаңды бер. И когда сені сол нәрсемен алыстырған кезде, Құдай соған да күш береді, энергия береді. Егер сені қазір баламен алыстырып қойса, тура сен секілді басқа, мысалы, мен қазір баламен алыса алмас едім мүмкін. Ұйқым қанбай, талып, давлением көтеріліп, может, Құдай өзі сол саған берілген экзаменді өте алатындай күш береді. Сол сен тұрған базарда суықта 40 градуста мүмкін мен немесе басқа айгүл тұра алмас мүмкін. Жаурап қалар, қаны көтерілер, температурасы көтерілер, түшкілер, пысқырар.
бірдеңке болар. Ал именно сені қазір Құдай сол базармен алыстырып қойды ма, 40 градус ыстықта 40 градус тұрсың ба, басқа амалың жоқ па, жан жағынан қыспақтап соған әкеп қойды ма, демек сен бүгінгі сенің жаныңның экзамені сол базарда. Отдай все. Керек па, мейлі таңертең ерте тұрайын, 8-ден барып алайын, сол 9-да барып жүрсем. Мә деп беру деген сол. Мә. Жанымды қинап жүрдіңдер ғой. Сол проблеманы қалай жабамыз, жапқанымызды қалай білеміз дейді. Проблема жабылған кезде, сол мысалы жаңағы баламен алысып біттің, или там бірдеңкені проблеманы жауып біткен кезде, келесі этапқа сені Құдай не то что жүргізеді, ұшырып жібереді. Келесі этапта, мысалы сен пәленбай жыл квартирамен алыстың, елдің босағасында жүрсің. 15 жыл болды квартирада жүрмін, жаңағыдай не дейді әлгі, баспанам жоқ дейді. Сол квартираны жу, ремонтта, жақсы көр, риза бол, ана қызғанышыңды басқа біреулердің үйлеріне қараған кезде, неге менде жоқ, бірдеңе деген сияқты, полностью қабылда. Қазіргі состояниеңа полностью бүкіл энергияңды беріп таста. Жарайды, көндім, осы жаңағы үйді жина, ретте, осы сенде қазір ана бір вокзальный психология болып тұр ғой, кетемін деген. Ертең үйім болады, арғы үйім болады. Вот кетпеймін болды, осы квартирада өлем деген секілді. Полностью сол энергияңды, күшіңді бәрін сол кезде бір-ақ күнде өзінен өзі бір какой-то программа, жилстрой, банк, бірдеңе шірдеңе өзінен өзі, или біреу сыйлай салады, или просто менің өмірімде сондай сәттер өте көп болған. Алысып біткен кезінде өзі сол нәрсе оңай келеді. Кез келген нәрсе саған оңай келген кезде, прям ол уже сенікі. Мені мысалы Барселонаға Құдай просто оңай жібере салды. Тура қаңтардың самолеттар ұшпай тұрған кезде, жаңа қаңтар оқиғасы болған кезде мен ұшып келдім Барселонаға. Елдің бәрі аэропортта қалып атқан кезде, сол кездерде ұшып келдім. Просто Құдай хотел, чтобы я здесь была. Ондай сәттер адамның есінде мәңгілікке қалады. Бағана мен бір таблица қойдым ғой, 15 жас, 20 жас, 25 жас, 35 жас өзіңнің бір өміріңе анализ жаса деп, жаз деп. Мен ана таблицаны жіңішке қойдым, бірақ енді үлкен қылдырып өзің дәптеріңе жазсаң болады. Сондай моменттерді фиксируйте. Қандай кезде саған оңай және тез келді, ғажайып болды. Ол кезде сенің жаның рахаттанатын сәттер. Меккеге кейбіреулер жеңіл бара салдым деп жатады, өзінен өзі ақша табылды. Немесе жаңағындай қанша жыл эко жасадым, өзінен өзі осындай бір жеңіл бала туа салдым. Или сондай бір, это, знаете, когда ты уже сдал экзамен души, любой нәрсе оңай келеді. Ты просто сен қазір тапсыра алмай жүргендіктен проблеманың үстіне проблеманы қойып жүрсің. Өзіңе өзің жолыңды жауып жүрсің. Ал енді қыздар, телефоным қызып кетті, өшіп қалама деп қорқам, себебі мынаны сақтағым келіп отыр. Бүгінгі жаңағы айтқым келген ақпараттардың барлығын тегін сабақта осылай айтып бердім. 9 ай бойы толғатып жүріп, бауырымнан айырылып жылап, басқа да сынақтардан өзімді сүйрелеп алып шығып, осындай дәрежеге жеткендегі бір ой толғаныстарымды осы 5 күндік сабаққа жаздым. Сондықтан осы сабақты алуға міндетсіз. Егер мені оқып отырсаңыз, бұл ақпарат сізге бекер келген жоқ. Осы ақпаратты ары қарай әдемілеп, жаңағындай түйінін шешіп түсіндіруге 5 күн жетеді деп ойлаймын. 5 күнге 5000 теңге. Эфирдің мына астына да жазам. Және ссылка сразу Каспи QR-ға өтетін, ешқандай перевод жасамайсыз, ешқандай нетпейсіз, Каспи Pay-ға өтетін ссылканы қойып қоям. Менің профилімде да тұр. Телефон номеріңізді беріңізші дейді. Оны бергенмен мен оған жауап бермеймін да. Менде чаттарда көп, родительский чат, ата-ана, анау-мынау деген секілді өте көп. Сондықтан хат өте көп келеді. Ол бір мен жаңағындай өзімнің бір құтырған еріккенім емес, уақытым жоқ физически сұраққа жауап беретіне. Сосын телефондарды кім сұрайды, кім менен жаңағындай прямой маған көмектес деген нәрсенің бәрі это жертва состояние. Сізді біреу сүйреген емес, сіз біреуге ілесуге үйреніңіз. Мен ілесіп жеттім, жетектеліп жеттім. Біреудің артына жармасып жеттім. Сол Правдинаның, сол Лилиан Тудың, сол Брайан Трейсидің, сол Тони Роббинстің артына жармасып жетектеліп жеттім. Мен жаңағы айғайлап үйде жатқан жоқпын. Тони Роббинс, телефоныңды берші маған. Жаңағы
Наталья Правдина маған жазшы, не істеймін мен таңертең тұра алмай жүрмін сағат 6-та. Что-то вообще тұра алмаймын, сен қалай тұрасың деген жоқпын. Сондықтан беріп жатқанда оқып қалыңыздар. Ертең мен постоянно айтамын, ой, шықпай қалуым мүмкін, оқытқым келмей қалуым мүмкін. Алла тағала мені келесі этапқа көтеріп тастауы мүмкін. Сондықтан 5000 теңге деген это вообще кайф цена. Кайф. Қарызбен алысып жүрмін, одан қалай арыламын. 1 сағат бойы мен не айттым, домбырам не деді, сіз не дедіңіз деймін ме? Сол. Қыздар, енді қазір мен мына жерде нені көрсетейін. Міне 5000 теңгелік курстың бағасы 5 күн 15 күні басталады. 15-не дейін мен сіздерге осы қолжетімді, халыққа қолжетімді болсын деп өте арзан бағада 500 мыңның ақпаратын жұрттар сіздерге бұны 500 мыңға сатады, шын айтам. Ответственность надо брать в свою жизнь дейді. Сондықтан қыздар, прям бұл сабақтарды осы болатын құралайық. Өмірлеріңізді құралағыңыз келсе, өмірлеріңізге сондай бір жаңа өзгеріс, желанияларыңызды ашқыңыз келсе, энергияларыңызды көтергілеріңіз келсе, міндетті түрде қатысыңыздар. Және бұл сабаққа қатысқан қыздардың арасында мен өзімнің Құралай ханым шоурумынан әрдайым беретін сыйлықтарым бар. Әдемі көйлектер, армандар карта, кітап және iPhone 13. 2 iPhone 13 бергім кеп тұр. Және вообще главный приз, мен өзі шетелдерге шыққан кезде әрдайым өте бір қымбат брендтің бір нәрсесін сатып алып жүремін. Мысалы, мен мынаны Дубайдан сатып алғам, Луи Виттонның сырғасы. Осыны қанша жыл тағып жүріп, прям алтын сияқты суға да түсем, неге де түсем. Луи Виттонды білесіздер ғой? Себебі бір қымбат нәрсені өміріңе алып келсең, өмірің қымбаттай береді. Мен соны білемін, оның эфирді неде де айтам. Барселонадан прям сіздерге сторис түсіріп көрсетем. Луи Виттоннан осындай сырғама, енді не бұйырады, сақина ма мынау да сол Луи Виттондікі. Бір керемет сыйлық алып келгім кеп тұр. Именно осы менің курсыма қатысқан қыздарға жұғысты болсын. Мен секілді сіздерді де қыздарыңыз, ұлдарыңыз Барселонада жетектеп жүрсін. Мен негізі осы Барселонаға алып келген Камиля. Сүйрелеп жүріп, жаңағы тіл үйретіп, оқытып, алшаң басып, ойларыңыз жеткен жерге қолдарыңыз жетсін деп, осындай тілекпен сіздерге Барселонадан керемет бір сыйлық алып келем. Сондықтан ол жаңағы курсқа қатысқан телеграм чатта отыратын қыздардың арасында болады. Айттым ғой, жаңа iPhone 13, 2 iPhone 13 болады, және Луи Виттонның сыйлығы болады, және Құралай ханым шоурумынан көйлектер, шапқандар, түрлі керемет нәрселер болады. Райгүл ханым, сәлеметсіз ба? Сондықтан қатысып қалыңыздар. Міндетті түрде керемет өзгерістер болады. Бизнес аккаунтпен де қатысыңыз, хоть қандай аккаунтпен қатыссаңыз болды. Төлем жасап қойдық дейді Жазира. Мә, Жазира, мен саған егер новый зат айтсам, мен ойлағам Жазираға уже қызық емес шығарым деп, себебі уже 7 жыл болды. Жазираның фамилиясы кім еді? Жазира Жалғасова 2016 жылы Ақсарайда ең алғаш Астанада семинар өткізгенде алдыңғы партада отырған. Қазір өзі коуч, тренер, вообще керемет жетістіктер өте көп. Саған енді Жазира ойлағам, енді мен саған айтатын жаңа оқым жоқ шығар деп. Егер курсқа сен қатысам деп отырсаң, онда значит все нормально. Керемет Хадия дейді. Тағы да сыйлықтар өте көп болады. Тағы да егер идеяларым келіп жатса, тағы да сіздерге деймін. Обязательно буду дейді Райгүл ханым. Как я вас обожаю. Сол, қыздар, давайте қазір профильдағы көк жазу бар ғой, сайт, соған кірсеңіздер, курс туралы қалай төлеу керек, не туралы бәрі айтылып тұр, стористарда да белгіленіп тұр, сабақты да қазір сақтап қоямын. Бүгінгі сабақты көзді жұмып отырып, өзің жалғыз, наушникті құлаққа тығып, кәдімгідей тыңдау керек. Тыңдау керек. Құралай ханым, қызғаншақпын дейді. Қатты жолдасым, сол үшін ұрыс. Вот сізге нағыз қатысу керек. И бағанағы мына эфирді бірінші басынан бастап тыңдап отыру керек. Енді алдағы сабақ шынымен өте керемет, жоғары деңгейде болады. Барселонаның өзінің энергиясының өзі мені қазір шабыттандырып жүр. Барселонаның өзі мені бір, білмеймін, басқа әлемге сүйреп жатыр. Сондықтан сіздерді де сол жаққа сүйрегім келеді. Енді не дейді андай, өзің жете алған жерге басқаны жеткізесің дейді ғой. Осы жердегі бір шабыттанған энергиямды сіздерге беріп тастағым келеді. Сол, жақсы сау болыңыздар. Келесі кездескенше 15 күнгі эфирге
міндетті түрде сабаққа қатысыңыздар. Телеграмда сұрақ жауап айдары болады, түрлі жаңа фишкаларды қосатын боламын, өзім оқып жатқан дүниелерді қосатын боламын. Сондықтан қалып кетпеңіздер. 5000 теңгеге тамақ та жейсіздер, сол тамақты жемеңіздер. Не дейтін, қарныңды тойдырма, рухыңды тойдыр. Сол кезде бәрі күшті болады. Давайте Барселонаға келейік. Осы сабаққа қатыссаңыздар, энергияны көтерсеңіздер, сананы ашсаңыздар, сосын келесі жолы Барселонада Евротурмен ғажап лайф жасаймын. Так что қалып кетпеңіздер. Елдің соңында шуларыңызды сүйретіп, сапылдамай, кәдімгідей біріншілердің бірі болыңыздар. Все, давайте, девочки, сау сәлемет болыңыздар. Вау, деп сіздермен қоштасайын.